Баршаңызға сәлем. Бұл эфирді запистен көріп отырған болсаңыз, бүгінгі эфирдің тақырыбы армандар орындалады. Және Таиландтағы алып жатқан инсайттарымен бөлісетін боламын. Барлық оқырмандарым кіре берсін. Бүгін реттілігі бойынша менің эфирімнің 11-ші күні. 11-ші күннің эфирін, негізі эфирдің бәрін мен таңғы уақытта өткізіп жүрмін. Елге барғаннан кейінгі қалған күннің эфирлерінің барлығы таңғы уақытта болады. Просто бүгін таңда мен үлгерген жоқпын. Рахмет, Назик, мен саған жазайын деп отыр едім дайректте. Саған бір ерекше бір сезімдермен бөлісіп жазғым келген болатын. Что-то связано саяхатпен, білмеймін, почему-то сен есіме түстің бүгін, Назик. Сосын саған жазғым келген болатын. Кеш жарық ханымдар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, күндеріңіз қалай өтті, шаршап жатқан жоқсыздар ма? Негізі кешкі уақытта ондай бір ақылды дүниелер айтқым келмейді, себебі барлық адам кешкі уақытта демалғысы келеді ғой, иә? Барлық адам демалғысы келеді дегендей. Сондықтан барынша максимально қысқа ақпараттармен бөлсем, бүгінгі тақырып армандар орындалады, иә? Сол тақырып бойынша ашқым келіп отыр эфирді. Мен әбден қызардым, күйдім. Кеше біз аралдарға саяхаттап шыққан болатынбыз. Енді айта алмаймын, бүкіл денем мұнда қып-қызыл болып отырмын. Просто инстаграмның эффектісімен білінбей отыр менің загар алғаным. Денеме SPF жаққанмын, денеме прям тиген кезде ашит любой зат. Былай істесем де, арқамның прям бәрі қызарып күйіп кеткен. Бетім де кішкене күйді. SPF-ті тонналап жақтым ғой, чтобы күйіп қалмас үшін. Қызық болды. Просто біз экватор сызығына 800 километр жақын Баунти аталатын аралға бардық та, сол кезде күн қатты өтіп кетті деп ойлаймын. Жаймен мен оқырмандарым қосыла берсін. Сұрақтар болса мен бәріне жауап беремін. В целом бүгінгі тақырыпта мен армандар орындалады деген дүниені ашқым келеді. Біз естиміз ғой, көп естиміз осы армандар орындалады деген сөзді жиі естиміз. Барлық адамдардан естіп жатамыз. Бірақ қалай орындалады? Қалай біз армандау керекпіз? Тіпті соның өзін білмей жатамыз. Мен бүгін өзімнің осы 2017 жылдан бері мен даже мектеп кезде өте арманшыл қыз болғанмын. Еркін, мені апамның қолында өскеннен кейін, апам мені өте көп армандауға тәрбиелеген екен да, сондай дана кісі болған екен. Мен апам мен атамның қасында жүретінмін. Всегда үлкен кісілермен болатынмын, тойларда, барлық жерлерде үлкен кісілермен араласып, сол ортада жүретінмін. Сонда жаңағыдай апаммен жүрген кезде апам еркін бол, арманда, қиялда, қай жерде өмір сүргің келеді десе, мен айтатынмын, апа мен таудың бөктерінде сондай бір күшті өзімнің видом на горы, күшті үйім болған қалаймын деп армандайтынмын. Соның жаңағыдай нәтижесінде Алланың қалауымен Алматыға келіп, мен ол кезде бала күнде, бірақ Алматы деген қаланың бар екенін де білмеймін ғой. Алматы деген қандай қала, кейіннен білдік, студент болып түскіміз келіп армандап деген сияқты, кемпір шалдың қызы болдық қой сол. Сонымен жаңағыдай апам мен атамның тәрбиесін көргеннен кейін, бірақ ата-анамыз бәріміз бірге тұрамыз. Ата-анамнан жырақта болған жоқпын. Апамның просто қасында жүретінді. Апамның қызы болдым 6-шы сыныпқа дейін, 5-ші сыныпқа дейін. Уже 5-ші сыныпта апам кішкене ауырып қайтыс болды, өмірден өтті. Одан кейін уже ары қарай Дарын мектеп-интернатына кеттім. Сонда мені уже ортам, қоғам тәрбиеледі, иә. Бірақ менің ортам сондай жақсы қалталы адамдардың ортасы болатын. Мен қарапайым ғана ауылдан шыққан қызбын, бірақ солардың өмір сүру стильдері маған әсер ететін. Қаланың өміріне келдім, ауылда жүрген жерде мен қалаға келдім, қаладағы өмірге үйренісу керек болды деген сияқты. Менің мынау көзқарасым, воображением ашылды сол кезде, жаңа армандау, қиялдау деген сезім бала күннен бастап келіп, мені мынау мектеп шағымда одан сайын менен дамытып жіберді. Армандау, қиялдау деген сезімдерді. Сонда сол кезден бастап мен армандар орындалады деп айтатынмын да. Тіпті мына 11-ші сынып оқыған кезде Казгудың ішкі грантын ұтып алған болатынмын да. Жалпы журналистикада 2 жыл бесплатно оқи аламын, иә. Бірақ келесі 2 жыл, бірінші-екінші курсты бесплатно оқысам, за счет университеттің ақысымен, ал одан кейінгі 2 жылды мен платно оқуым керек болды да. Бірақ маған ол сондай ішкі гранты деген сондай бағдарламамен болғандықтан, мен оны мүмкін бірақ мен грант тапсырып өзім ұтып алғым келді. Грантқа өзімнің күшіммен түсіп, стипендиямды алып деген сияқты. Сондықтан бұл жерде
бастысы мен сол кезде қатты армандадым. Жаңағыдай Казгуде түскім келетін, 118 балл. Почему-то менің түсімде бір күні сол біздің кезде 125 деген балл болатын. Соның 125-ті 125 жинаймын деп қаламаппын. Всегда 118 балл жинағым келетін, я. 118 балға почему-то жеткім кеп отыратын. Сонда жаңағыдай мында ту жібере берді ғой. 118 балл деген мен түсімде көрем. Бір күні түсімде ұйықтап жатсам, өзі біз ол кезде общагада тұрамыз, жаңа мектеп интернат қой, общагада тұрамыз, аптасында 1 рет, 2 рет қана ауылға барып тұрамыз. Сонда арманшыл болдым, қатты, тіпті 118 деген бір күні түсіме кіреді, сонда таңертең тұрамда мен 118 балл жинаймын деген сияқты солай елестетем. Сонымен Казгуге түсем деймін ғой, сондай бір санама сондай бір түс келе ма сондай болады. Содан ертесі күні уже Казгу жайлы іздене бастаймын, журналистикаға түскім келеді, соны іздене бастаймын. Олай болмаса мен Евразийский Астанаға түскім келіп жүретін. Бірақ сол күні, сол түстен кейін мен уже Казгуды сондай бір аян болды, потому что стресс болып жүрді, дайындық, 11-ші сынып, қайда түсем, не қылам, қалай болады деген нәрсемен жүресің сен, я, всегда. Сонымен Алланың қалауымен сол түстен кейін мен Казгуды жасадым. Казгудың қандай мүмкіндіктері бар, соның барлығы максимально пайдалануға тырыстым. Одан кейін жаңағы 118 балл дегенді барлық жерге жабыстырып тастадым. Қабырғамның бәрі көбелек болатын. Төменнен жоғары қарай өзім қырқып, ақ қағаздардан қырқып, ерінбеймін ғой сол кезде. Қырқып көбелектерді жабыстырып шықтым да. Сонда бәрінің бетіне 118 балл. Жоғарыда өзім жататын жердің патологына да 118 балл деп жазып қойған болатын. Алланың қалауымен жаңа энті тапсырам. Сонда 118 балл емес, мен 117 балл жинаймын ғой ровно. Сол кезден бастап мен жаңа Казгудың ішкі грантына түсем деген сәттен бастап мен армандар орындалады деп айтып жүретінмін. Бірақ көпшілік менің достарым бәрі күретін. Мен Инстаграмда да пост қылып жазғанмын, төмен жақта менің оқушы кезеңдерімді көрсеңіздер, осыдан бір 10 жыл бұрын ғой, 12-13 жыл бұрын, даже 15 жылға жақын шығар. Сол жерді көрсеңіздер, уже барлығы менде сақталған. Сонда мен армандар орындалады деп айтсам, бәрі күлетін. Ой, осы қиял деген сияқты, я. Бірақ сол бір армандар орындалады деп атып шықтым ғой, көпшілік сол қаншама менімен бірге оқыған класстастарым бар, менің алдымда оқыған бірінші, екінші, бір-екі сынып жоғары, бір-екі сынып кейін оқығандар бар. Сол дарын мектеп интернатының ішінде топ жарып шыққан. Мен сол қиялыммен армандап, соның жетегінде жүріп жеттім деп ойлаймын да. Қазір мен сіздерге бірнеше инсайт картиналарымен бөлісіп өткім келеді. В целом, бүгінгі емес, осы саяхат, Таиландтағы саяхат менің маған масштабны арманда еркін бол, жетесің бәріне деген сияқты бір іштен бір толчок беріп жіберген дейді. Алғаш мен Дубайға барған кезімде, Дубай маған байлықты, кәдімгідей еркін, бай бол, байлықты арманда, қала, любой ақшаңа қол жеткізе аласың деген нәрсені сезіндіріп жіберді, еркін бүйтіп итеріп жіберді десем де болады да. Дубайға алғаш барғанда, мен не істеп жүрмін деген сияқты сондай бір инсайтпен бүйтіп санам жарылардай болып қайтқан болатын. Еще Алла сенің алдыңнан керекті адамдардың бәрін жолықтырып қояды ғой. Сол кезде маған бір адам жолығып, сол жаңа отеліміздің астында жаңағы мұсылмандар 100 миллион табалады бір айда, 30 күн сайын 100 миллион табатындай Алла тағала қабілет беріп тастаған дейді ғой. Сол маған өте қатты инсайт болып, маған 10 миллион табам деп жаз, 15 миллион табам деп жаз десе, сондай мышлениемен надо работать деген кезде, мен 10 миллионға сенбеймін, 15 миллионға сенбеймін деймін ғой. 10 миллион табам деп десе, онда да сомневаться етем ғой. Бірақ Алланың қалауымен 10 миллион деп жазып, Аллаға шүкір 10 миллион табысқа да жеттім да. Стап көрдім 10 миллион қандай болатын. Енді қазіргі менің қалауым 20 миллион. Шаг за шагым, я? Мысалға қазір 10 миллион тауып отырмын ба, 3 есеге көбейтсең болады оны, 30 миллион деп жазып жіберсем болады. Бірақ мен 30 миллион деп жазсам өзімді стресске салып қоятын білем, өзімді түсінемін. Содан кейін жоқ деп 20 миллионға жетем деген сияқты жазып жүрмін. Қаншама инсайт қыздар, мен нейрографиканы үздіксіз сызамын. Мен қазір отырып сіздерге эфирге кірмес бұрын таңғы ритуалдарын таңда жасай алмадым, ритуалдарын бір шамасын. Қазір жазып тастадым. Сіздерге дейін 1,5 сағат ровно уақытым бар еді, 1,5 сағатны сатырлатып тұрып жазып тастадым қолыммен, я. И жазатыны бар, сызатыны бар, бәрін жасадым. Қаншама жер асып келсем де, қаншама 5000 километр ма сондай ғой разница, или 6000 километр біздің елден, я, Таиландтың арасы. Сонда да сол өзімнің дәптер ручкаларымды, техника, ритуалдарын бәрін өзімен бірге арқалап көтеріп келдім, я, чемоданда. Соның бәрін жасап отырмын. Негізі
бізде ана таңғы уақытқа үйреніп қалғанбыз ғой, 50-70 адам шақты отыратын еді, кешкі уақытта бәрі босамай жатқан болар. Негізі жаңағыдай Уолт Дисней, мынау біздің әлемдік жаңағыдай мультфильмдердің сол Уолт Диснейден шығады ғой, байқасаңыздар, Уолт Диснейден шығады, Уолт Дисней представляет деп жатады ғой, қаншама мультфильмдерін біз бала күннен бері көріп келе жатырмыз. Сонда Уолт Диснейдің мынандай бір сөзі бар екен да, жаңағыдай қазір көрсетіп отырайын. Сен нені көз алдымызға келтіре алсақ дейді да, ол Диснейдің өзі сол кезде мультфильмдерді шығарған ғой, жаңағыдай краткометражный мультфильмдерді шығарып отырған. Не нәрсені көзімізге елестете алсақ, келтіре алсақ, ол міндетті түрде орындалады деп Уолт Дисней сонау жылдарда, қаншама жылдар бұрын айтып кеткен да ол нәрсені. Біз ғой енді қазір армандар орындалады деп еркін айтып жатқанымыз. И то армандар орындалады деп айтатын болсақ, біреу біздің үстімізден күлетін секілді ойлаймыз. Ешкім күлмейді, қыздар. Вообще, в целом, көріп отырған көрермендер, ешкім біздің үстімізден күлмейді. Армандау деген нәрсе тегін. Мен ойлаймын, мен бүгін шүкіршілігімде жаздым. Аллахым, мен осындай арманшыл етіп жаратқаныңа шексіз шүкір. Сен мені ондай арманшыл етіп жаратқан жоқсың, бірақ сен жүре келе маған сондай сезімдерді санама құйып бердің, салып бердің сол сезімдерді. Осы сезімдерді менің санамды ашып салып бергеніңе шексіз шүкір етем. Мен қазір армандаудан да ұялмаймын деп, еркін қалағанымды армандаймын. Мен алдын айтып жатырмын ғой, мектеп кезде қатты арманшыл болдым. Содан универге түскен кезде мен жаңағыдай қаншама нені армандап жаздым да, полностью 100 арманымды жазған екен. Осыған жетем, мынаған жетем, мынандай дүниелерге жеткім келеді деп жазғам ғой. Соны кешегіде ашып қарасам, қаншама сол тізімнен бір мен ол кезде 100 арманымды жазбағам, 100 арманымды одан кейінгі этаптарда жазғам. Сол кезде басталған ғой 100 арманымды жазып тастау деген нәрсе. Сонда 37 арманның ішінде менде 12-сі орындалған ғой. Кәдімгі үлкен цельдер, умраға бару, жаңағы саяхаттау, Дубайға бару деген секілді бәрін жаза бергем. Ол кезде маған саяхат қолжетімді емес. Спокойно қалтамнан миллионымды шығарып жеріп барып келе беру, ол кезде ондай тиімді болған жоқ. Осы бір жыл болды ғой мен саяхатқа шығып келе жатқаныма. Сонда бәрін армандағам. Қазір де отырып Мальдивыйды, бүгін мысалға 30-дан аса арманымды жазып тастадым, жаңа теңіздің жағасына барып, толқынымен сезініп отырып, моменте болып, 30-дан астам армандарын жаздым. Сол кезде бүгінгі армандарымды жазған кезде менде уже қалауда да, өзімнің жаңағы арманымды жазғанда да бір ростың бар екенін байқадым. Қандай күшті сезім оның барлығы, алға қарай ұмтылған сайын өсе бергім келеді. Осы күніме шүкір деп қана қоя салмай, ары қарай да жеткім келеді, осыған жеткім келеді, мынаған жеткім келеді деген секілді іште сезімдер бар екен. Осы саяхатқа келген кезде мен уже көп дүниеге көзім ашылды. Кәдімгідей өзімнің сезімдерімді жеткізу, өзімдегі опораның болуы, сөздік қорым жайлы, барлығы жайлы толыққанды бәрін ойлай бастадым. Елге барған кезде осы дүниелерді орындаймын деген секілді өзіме задача да алып алдым. Барлығын жазып алдым, Сондықтан көп менде әлі өзіммен жұмыс жасайтын тұсым көп екенін көріп жатырмын. Бірақ ең басты қуанатыным, мен осылай үздіксіз жұмыс жасап жүргенімді мен сеземін, қатты сеземін уже. Айналамдағы адамдар болсын, мені көріп отырған қаншама оқырмандарым бар, 5000-нан аса адам көреді. Сонда бәрінің алдында жүргізіп отырғаннан кейін, сторисіңді, инстаграмыңды бәрін жүргізіп отырғаннан кейін қаншама адамдар көреді, лайк басады деген сияқты. Активны бір 2000 адам көреді, инада 5000-нан асып кетеді, 2000 стабильны көреді. Сонда қаншама 2000 аудиторияның алдында мен өзімді дұрыс ұстауым керек, сөздік қорымның болуы деген секілді бәрін жазып жүрмін. Потому что сен өскен сайын сені сынайтын адамдар көбейеді. Мәселе сыннан қорқу емес, сынның дұрысы бар, бұрысы бар деген сияқты. Дұрыс болса мен всегда қабылдаймын оны. Және шынымен де дұрыс болса мен өзіме қараймын, дұрыстаймын деген секілді. Осы эфирлерді өту барысында да мен өзімнің эфирімді не айттым, не айтылды, қандай сөздер жиі айтылды, бәрін қарап шығам. Өзімді тәрбиелеймін, қыздар, қатты тәрбиелеймін. Барлық жағынан нәпсіме еріп, жаңағыдай ұйықтап қалып, тұрмай қалып, ондай дүние жоқ. Мына демалыста жүрсем де қаншама ритуалдарым бар, жасап жүрмін. Бүгін бір
осознанность келіп жатыр да, сол бір сезімдермен бөліскім келеді жалпы. И мұнда армандар орындалады деген сезімдермен тоже бөліскім келіп отыр. Сонау заманда Уолт Диснейдің өзі осы жаңағыдай сен не нәрсені қаласаң, не нәрсені армандасаң, сол нәрсе сенің өміріңде болады деп, иә. Жаңа біз армандарыңызды визуализация жасай өзіңіз армандарыңызды визуализация жасай аласыз дейді да ол жерде. Сосын қиялдарыңызды көз алдарыңызға келтіре алсақ, міндетті түрде орындалады деп оны Альберт Эйнштейн айтқан болатын, иә. Физиканың нағыз энергияны зерттеп тастаған ғалым ғой ол кісі. Әлемге, бүкіл әлемге қанша жыл ұрпақтар дүниеге келіп жатса да, одан кейінгі поколенияның барлығы ол кісі жайлы біледі, иә. Сол кісі қиялдарымызды көз алдымызға келтіре алсақ, ол бізге міндетті түрде орындалады дейді. Бұл Альберт Эйнштейннің мынандай сөзі бар. Ол да сол нәрсені білімге қарағанда қиялдау маңыздырақ дейді Альберт Эйнштейн. Себебі жаңағыдай білім шектеулі, ал қиял шексіз деп айтады. Расымен де сен біліміңді аласың. Мысалы, мына сөзден кейін мен ойланып кеткен ғой. Мен қаншама білім алдым осы уақытқа дейін. Расымен де мен бір білімді алып, сомен болды, мен тойдым деп шексіз мендегі білім, мен сөйлей аламын спокойно деген нәрсе болған емес. Мен қазірде отырып, елге барғанда мынау білімдерді аламын деп тізімін жазып алдым да. Сонда менде түсінік келіп жатыр да, білім деген бізде шексіз, білім бізде шектеп қояды екен да. То есть бір білімді алдың, ол саған біраз уақытқа жұмыс жасайды, келесі этапта уже жаңа білімді алу керек боласың. Постоянно сен білім алу процесін жаңалатып, жаңартып отыру керек боласың. Ал сенің қиялдауың ол шексіз. Дәл қазір нені қиялдайсың? Теңіздің жағасын, жаңағыдай күшті үлкен коттеджіңнің болуын, немесе биік машинаңның болуын, шетелде барып тұруың, керемет біліміңнің болуы, немесе жай ғана дастарханыңның жайнап отырғаны. Неважно, қандай сен қиялдап жатсың. Қиял сол армандай алу, өзіңе ерік беру миыңа, визуализация жасай алу, оның барлығы орындалады. Мен визуализацияның күшін Казгуге грантқа түскен кезімде көргенмін. Сосын машина алған кезімізде де көргенмін. Қандай күшті орындалады, барлық жерде жазылып тұрсыншы, күнде сенің көзің ол нәрсені 7 рет көрген кезде уже көзің алдына жазылып басылады, анау санаңа кіретші. И бір нәрсені 7 рет жазған кезде де сенің санаңа кіреді. Бір нәрсені 7 рет естисің ба, ол да сенің санаңа кіріп кетеді. Сондықтан нені естисің, нені көресің, нені жазасың, өте сақ болу керексің. Адамның миында фильтр жоқ. Мен оны о бастағы эфирлермен де айтып келе жатырмын. Осы парақшамды соңғы 1 жылдан бері айтып келе жатырмын. Мида фильтр жоқ, любой сөзді қағып алады. Өмір қиын дегенде де, өмір жарқын, естеліктерге толы, керемет, күшті деген сөздерді де қағып алады. Қиын ғой, ақша жетпейді, анаусы мынаусы деген сияқты негатив сөздерді де қағып алады. Сондықтан өзіңнің миыңа фильтрация жасап отыр керексің. Естідің ба негатив сөздерді, отталкивать етіп отыр. Миыңа сондай функцияны енгізе алу керексің. Ақпарат беру керексің. Так, миым негативті естіген кезде біз былай жасаймыз. Негатив деген кіретін болса, сенің өміріне ол осындай бір негативный жағдайларды тартады. Сондықтан да негатив ой кірген кезде біз оны позитивке айналдырып, немесе жазатымызды жазып шығарып жіберіп, сразу оның керісінше сөзін жазып миға түсіндіріп береміз де, өзімізден шығарып тастаймыз деген сияқты миға нақты анықтама беру керексіздер. Сондай анықтаманы берген кезде ғана ми негатив сөзді естіген кезде отталкивать етеді. Барлығым негатив кіріп кетті ма, сарт баратта жазатын жазады, істейтін техникасын істеп тастайды деген сияқты. Солай жасайды. Мен бұл жаңа суреттерді не үшін көрсетіп жатырмын, я? Альберт Эйнштейннің жаңағыдай жаңағы Уолт Диснейдің айтып жатқанын көрсетіп жатқанымның себебі, сол заманда сол кісілердің өзі армандау туралы айтқан ғой. Мына комментарийді қоса салайын. Сол кезде армандау туралы айтқан, визуализация жасау, қиялдау туралы бәрін айтқан сол кездің өзінде. Қаншама жылдар, ғасырлар өтіп жатыр да, мысалға, сол кісілердің заманынан бері. Сонда Уолт Дисней ғой алғаш мультфильм деген дүниені бізді жарыққа шығарған. Қазір ғой ол мультфильмді кез келген адам жасай алуы мүмкін. Кім қалайды сол ютубқа шығарып жасай бере алуы мүмкін, я? Но сол кезде атасы, бабасы деп айтайыншы, Уолт Дисней ғой, сол заманның өзінде қиялда.
қиялыңа ерік бер деген нәрсені айтып кеткен. И Альберт Эйнштейн білімге қарағанда қиялдау шексіз, ал білім шектеулі деген нәрсені айтқан. Осы екі-ақ сөздің өзі қаншама инсайт. Мен бүгін ғана естіп қалдым да, өзі арман туралы бір нәрсе айтайыншы, аудиторияма жеткізіп берейінші деген кезде сол екі сөз алдымнан шығады. Мәссаған деймін ғой. Негізі мынау бізде телефонда прослушка деген нәрсе жақсы жұмыс жасайды ғой. Армандар орындалады деген сөзді арман деген нәрсені айтатын болсаң, ол шақ етіп арман туралы контенттерді, ақпараттарды саған шығарып бере салады. Мен бүгін өзім итаки жаздым армандарымды. Жолдасыма да айтамын да, не істейін деп жатсың, мен теңіз жаққа қарай барып келейінші, армандарымды жазып келейінші деген сияқты бірнеше рет қайталап айтылды. Содан кейін осындай контенттер шығып жатыр. Скрин жасап алып сіздерге бөлісіп отырмын да. Жаңағы екі сөздің өзі маған инсайт болды, қыздар. Білмеймін енді кімге қаншалықты мен жеткізе алып жатырмын ба, жеткізе алмай жатырмын ба. В целом армандайсыздар ма? Армандарыңызды жазасыздар ма? Кері байланыс жасап қойыңыздаршы. Искусственный интеллект, дамып кетті искусственный интеллект. Шек жоқ. Ол нәрсе дамыған сайын болды, уже дами береді. Бүгінгі осы мысалға әрбір саяхатымнан әртүрлі инсайттар түйемін деп айттым ғой. Дубайда мен сол нәрсені түсіндім. Және менің все-таки сүйікті қалам Дубай екенін түсінем. Бірақ енді өз еліме жетпейді, конечно. Өзіңнің елің, өз жерім өлең, өз елім, өз үйім өлең, төсегім деп айтады ғой. Расымен де өзіңнің еліңе ештеңе жетпейді, потому что сол жерде өстің, туылдың, жаңағыдай әбден сол балалық күннен бері сол жерде өсіп дамығандықтан өзіңнің елің всегда ыстық болып тұрады. Мұнда қарап жүрімін, табиғатын бәрібір қарайсың, керемет, но өзіңнің еліңде сен безопасностьты сезінесің. Ал Дубай ол менің сүйікті қалам. Кәдімгідей бүгін жаздым армандарыма, кәдімгідей сентябрь, то есть ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель мен 6 ай Дубайда тұрып келеді деген сияқты. Сондықтан армандау деген ол тегін дүние. Сон үздіксіз армандауды үйрену керекпіз. Аха, жазамын дейді. Расымен мен де армандап жүріп Европаға бардым дейді. Үздіксіз жазу біздің өмірімізде өте үлкен рөл ойнайды, қыздар. Я жазуға қатты қызығып, армандап жазып жүрмін. Шетінен орындалып келуде, альхамдулилля дейді. Қандай күшті. Армандалады бәрі. Тегін ғой оның барлығы. Мен бала күнде Дубайда Бурж Халифаны салып жатқанын көріп, папам екеуміз қарап жатқанда, мұнда барсаң арманың жоқ шығар дегенмін. Күйеуге шыққанда жолдасым екеуміз типа медовый Гонконгге бардық дейді. Машалла, қандай күшті. Қандай керемет, Ал мен Дубайда тұрғым келеді, қыздар. Дубайдан үй алғым келеді. Оның барлығын бүгін жазым армандарыма, өте көп екен, оказывается. Жазбай жүр екем ғой деймін. Неге жазбай жүрмін деп қоямын ғой. Бүгін жаңа сіздерге эфирден алдын барып бассейнге түсіп келдім. Сонда жаңағы бассейннің төбесі ашық, жұлдыздар көрініп тұр. Жұлдыз емес қой, оның бәрі планеталар ғой, разный. Соны жолдасым айтатын ғой, қараш, планеталар өте көп, планеталар шексіз. Бізге қараш, қаншама бірнешеу ғана көрініп тұр. Ал әлемде, ғаламда бұлар шексіз ғой деймін да. Соны қарап, осындай шексіз ғаламда неге мен өзімді шектеймін деген сияқты. Менде де болады шектейтін ойлар көп. Өзіме күнде жұмыс жасаймын, қыздар. Үздіксіз жұмыс жасаймын ғой, прям. Көпшілік айтады, қалай энергичная болып жүрге болады, қалай анау болып жүрге болады деген сияқты. Мен сіздерге айтайын да, бір негативті ойлағыңыз келмесе, мына бір техниканы қолдансаңыздар болады. Мен солай жасайды екенмін. Бейсаналы түрде мен соны автомат миым жасайды екен да. Мысалға вообще в целом бір күнде негатив ойламас үшін мен бір арманымды оқып алам ғой. Бір запрос болады менде таңда оянған кезде. Мысалға парақшамда мынандай нәрсеге өзгерту, немесе осындай подписчик жинау, немесе мынандай табыс табу, болмаса осындай қарым-қатынас деген сияқты запрос болады да. И целый день сол нәрсені ойлап жүрем. Бір запросты алып аламын да, соны жазып аламын, жазатын болсам. Немесе соны өзім миыма сұрақ қылып аламын да, соны ойлап жүрем. Соны қалай шешем, қалай реттеуге болады, қалай істеуге болады деген сияқты. Соны ойлай берем. И кешке отырамда жазам. Не ойладым, қандай шешімдер келді, қандай ойлар келді, неден жаңылыстым, неден жаңылыспадым, идея келді ма, келмеді ма, бәрін жазады екен. Сонда ол маған автомат шығады екен да, жауаптар былай жасайсың, бүйтесің, сөйтесің деген сияқты іштен нағыз жауаптар шыға бастайды. Осы техниканы қолданып көрсеңіздер болады. 5-6 жылдан кейін блокнотымды тауып алып ішін қарасам, барлық Европада болған жерлерім тұр дейді. Машалла, қандай күшті. Осы шақта жазыңыздар максимально армандарыңызды.
осы шақта жазу керек, осы шақта орындалсын арманыңыз дейді. Аумин. Барлықтарыңыздың жазған армандарыңыз орындалсын. Мә, круто, нені ойласаң сол көбейе береді ғой дейді. Мә, шынымен жақсы идея екен, күшті инсайт қой бұл дейді. Расымен де жазыңыздар. Таңда мысалға 10 000 қадам жүріп жатсыздар ғой. Мысалға бір күні мен ештеңе істегім келмейді, 10 000 қадам жүрген кезде жүрем просто. Даже 10 000 қадам жүргім келмейтін кездерде болады. 10 000 қадам жүрмеймін болды деп ше. Жүргім келмеген кезде жүрмеймін, қинамаймын өзімді. Иногда қинап жүретін сәттерде болады. Сүйрейсің өзің жекеңнен, тұр давай, жүр деген сияқты ше, өзіңді ұрсам мен жүргізем сөйтіп, потому что маған керек, ол менің жаңағыдай саным дейді ғой, мынау подсознаниема 10 000 қадам емес, бір күнде на топ 20 000 қадам керек та маған. Жүргізем ғой өзімді, желкемнен сүйреп шығасың нахуй, давай. Иди нахуй, работай деген сияқты ше. Жүргізем ғой өзіңді, как положено, шығасың, жүресің деп ше. Сонда бір күні мен подкаст тыңдармын, бір күні осындай эфирлер тыңдармын. Менде былай алған сабақтарым, қаншама адамға отчет берем менде мысалға. Бір басында бір психологым бар, бір жаңағыдай финансовый нем бар деген сияқты, бухгалтер бар, жаңа ментор бар деген сияқты, рухани білім алатын ұстазым бар. Көп менде ұстазым. Жан-жақтан білім алып жатам. Маған керек, мен аш сияқты сондай бір санам. Сразу менің ішінде бір сұрақ туындай ма, сразу мен қойып жауабын алып отыруым керек. Жауабын алам да сразу практикада қолданам. Айтты ма сразу істейтін адаммын. И менің басқалардан ерекшелігім де сол деп ойлаймын. Бір курсты алдым ба, мен созып жүрмеймін. Бетін ашам ба, ашпайым ба деп оқып алып, олай жүрмеймін. Сразу алған нәрсемді сразу қараймын, конспект жасаймын деген сияқты тыңдап тастаймын. Уақыт табылады соның бәріне. Мен айтып отырмын ғой, бүгін жолдасыма да айтам да, мә қандай күшті мен өзім сезем уақыттың берекесінің барын деймін да. Жолдасыма неге дейді, мысалы қараш, мен кеше экскурсиядан келдім да, кешкі сағат 7-де ұйықтап қалдым. Біздің уақытпен Алматының уақыты мен Қазақстан уақыты менен сағат 5 қой. 5-те ұйықтап, таңда 5-те тұрдым да, почти сол Қазақстан уақыты менен. Тұрмай ұйықтағам ғой. Шаршағам ғой кеше, просто анау жаңа қайық былай селкілдетіп айдайды екен, денең деген орылып, солай сезімдер болды да. Еще күннің ыстығы, разный островтарда жүрдік, бір 6-7 островтарға барып тастадық, әртүрлі әрқайсысы. Сонда ана жердегі островтардың өзінен взрыв болып жатыр ғой. Мендегі эмоция, мен эмоциональный адаммын. Мә, вау, күштісін-ай, мә саған, мынан қара деген сияқты сондай бір эмоциямен жүретін адаммын да. Сол эмоциямды шығарып жүріп ақ мен шаршайтын адаммын. И соның бәрін сезініп, вау, шүкір Аллахым, шексіз шүкір, не деген ғажап деген сияқты сондай бір эмоциямен жүретін эмоциональный адаммын. Түріме шығып кетеді бүкіл эмоциям, ашулансам да, ренжісем де, қуансам да, бәрі бетіме шығып тұратын адаммын да. Іште сақтай алмаймын бәрін. И соның бәрін сезініп жүріп мен шаршап қалдым. Кеше ерте жатып, от души ұйықтадым. Бүгін таңда 7-де тұрдым. Завтрак іштік, ритуалдарымды жасадым, фотосессия жасадым. И теңіздің жағасына барып армандадым. Сүретін контенттерімді түсірдім. Жақсылап бөлмеге келіп, кішкене тынығып, стористерімді салып, асықпай, я. Одан кейін барлығын жасап үлгеріп жатырмын. Түсіп те, кешкі асты ішіп те, ар жаққа барып самолеттің бір локациясына суретке түсіп те үлгеріп келіп жатырмын. Былай қарасам, уақыттың берекесін ашылып кеткен да. Оны кейін мен қазір мысалға сөздерім түсініксіз болуы мүмкін. Не ол, қалай ол уақыттың берекесін ашу деген нәрсе деген сияқты сіздерде ой болуы мүмкін да. Но оны кейін уже өздеріңізбен үздіксіз жұмыс жасаған кезде түсінік келе бастайды. Мысалға менің бүгінгі күнімменен сіздер, мысалы, менің бүгінгі күніме қарап өздеріңізді салыстыруларыңыз мүмкін да, салыстырмаңыздар. Себебі менде арт жақта 2 жыл уақытым тұр. Нақты өзімен бейтіп тұрып, жанымды шығарып тұрып, өзімен жұмыс жасаған 2 жыл уақытым тұр қыздар артымда. Сондықтан менің 2 жыл уақытым менен өздеріңіздің 2 апталық, 2 айлық өзгерістеріңізді салыстыруға келмейді. Менің дәл қазіргі еркін сөйлеуім, шығуым, жасап жүргенім, жетістікке жетіп атқаным барлығының артында сол 2 жылдық еңбек жатыр. 2 жыл бойымен осы сентябрьдің негізі 5 күні мен таңда жүруді бастағаныма 2 жыл уақыт болды да. Но официально мен нақты датасын мен енді қараймын. Нақты уже все, мен бүгін міне шығып бастаймын деген кезім, вот сол әлі алдағы уақытта соған официально мен айтатын болам. Міне менің уже таңда официально уже өзімді қинап болды, өмірімді толыққанды өзгертемін деп бастаған шешіміммен ровно 2 жыл уақыт өтті деп. Сондықтан уақыт өтеді қыздар. Осы уақытқа дейін
жолмен өтіп келе жатыр. Қаншама жылдарыңыз, 2 жыл емес, одан көп жылдар өтіп кеткен болуы мүмкін. Жасым 58-де, саған қызығып отырамын дейді. Маржан апай, қандай күшті, 58 жастасыз. Менде қаншама қыз келіншек апайлар бар, 51 жаста, сонау Польшада жұмыс жасайды, қазақ кісі, для себя хочу жить деп жүрген кісі. Сол жақта жұмыс жасап жүріп, менің кешегде нейрографика сабағымды алып, Польшада отырып түсіріп, сабақтарыма қарап, күнде жұмыс жасап жүріп, күнде мен сенің сабақта сөйлеген әрбір неңді жазып алып, техникаларыңды істеп жүрмін. Өмірім керемет өзгерістер, бояулар сіңіп жатыр, келіп жатыр деген сияқты қандай күшті отзывын жазып жатыр. Маған ол өте үлкен жетістік. Қарап қызыққандарыңыз жақсы, қызығып өздеріңіздің өмірлеріңізде қолданам дегендеріңіз жақсы да, ал бірақ қызығушылықпенен көре алмаушылық деген сезім кіріп кетпеу керек іштеріңізде, иә. Себебі көре алмаушылық, жалпы мен көре алмайды деген нәрсені айтпаймын, мен в целом айтып жатырмын. Неге? Себебі көре алмаушылық деген сезім біздің жолымызды жауып тастайды, қыздар. Мысалға, мен де айтамын, мен постоянно мендегі болып жатқан өзгерістер, жеткім келетін армандар, оның барлығы когда-то мен біреуден көргенмін. Бір блогерден, маған да инсайт болған. Бір блогерден мен фотосессияны көргенмін. Сонда ана стрессте 2 баламен шашым бүйтіп жылатындай, нервная болып отырған кезде, ана блогерша қарызы жоқ, спокойная, богатая, өзі қалаған гүлдермен фотосессиясын жасаған. Міне мен авамда тұрған фото, иә, қатты қызыққам сол кезде. Мен де жасасам ғой, дәл сондай халде болып, мен де асықпай, рахатыма фотосессия жасасам ғой, қалаған ақшамды шығарып қанша кетеді екен деп ше. Сонда менікі қызығушылық болған, в основном қызығушылық, иә. Бөлмемді өзгертуде өткенде бөлістім. Ол да менде бір қызығушылық болып қалған. Қаншама менде қызығушылықтар бар да, қызығамын және өзіме инсайт қылып аламын. Ал бірақ когда сенде андай көре алмаушылық деген сезім пайда бола ма, ол сразу өзіңнің жолын жауып тастайды. Ертең сөйтіп ренжіп жүресің. Неге менде болмай жатыр, неге менде андай болмай жатыр, мынандай болмай жатыр, анау неге, мені қалаған нәрсе неге болмай жатыр деген сезімдер сенде уже пайда бола бастайды. Себебі сен уже көре алмаушылық деген сезімді сезіндің, иә, санаңа сол сезімді кіргізіп қойдың. Так, даму жолындамын дейді. Бастысы даму жолындасыз, Маржан апай. Қандай күшті, иә? Нейрографика сабағы бөлек сатылама, қыздар қазір сатылмайды ол. Коучингте барлығы болады, алла бұйыртса. Коучингке 15 күні таңғы эфирде мен продажа ашамын. Дайын болыңыздар. 20 ғана ханым ол жерде қосылады. Өзіңе бару ойымда бар дейді, келіңіздер, иә? Нейрографика сабағы қанша тұрады дейді. Отдельно қазір сатылмайды, қыздар. Мен оны қазір продажада алып тастадым. Мүмкін 2025-тің орталарында мүмкін сатармын. Қазір менде планда жоқ, және ол болса да бір 300 мыңнан жоғары баға болады. Себебі ол действительно менің өміріме көмегін тигізіп жатқан техника. Қандай күшті техника да, мысалы, сонша ауыр ғой, мысалға, мен қалыңдарын алып алғамда, чтобы анау аскеза деген нәрсе бар, кейс қып сызған кезде бірнешеуін сызып тастау керексің да. Сразу 60 лист аламын, 60 листте қанша рет сызған кезде менде орындалды деген, иә. Қаншама коучингте 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші поток қандарын бәріне үйреткем. Соның ішінде қайсысы тұрақты сызды, сол адамдардың өмірінде керемет өзгерістер болып жатыр. Мен оны білем 100%. Нейрографика 100% работает. Менің беріп жатқан коучингте техникаларым бәрі 100% работает. Айттым ғой мен, ол коучинг менің кәдімгі Алладан сұрап алған, Меккеге барған кезде Қағбаның алдында тұрып Алладан сұрап алған, кәдімгі жүрекпен шыққан бір толғақпен деп айтсам да болады да, мен соған бір жүрегім тарсылдап жүріп, сол коучингті дүниеге алып келдім деген сияқты ғой. Құрастырып шықтым, я қаншама еңбек, уақыт, каждый поток сайын улучшение болып жатыр, қосылып жатыр, ақпараттар, білім алынып жатыр деген сияқты. 2-ші потокпенен 7-ші потокты мүлдем салыстыруға да келмейді да. Коучинг ол 500 мың теңге, қыздар. Коучингте ол негізі 7-ші потокты мен уже 700 мыңнан көтеріп тастаймын деген болатын. Себебі қаншама күшті өзгерістер болды қыз келіншектердің өмірінде. Бұл 500 мыңнан жоғары бағаға стоит, себебі мен уже бұл коучингте 10 миллионнан аса білімімнің 10 миллион теңге жұмсаған білімімді құйып тастағанмын уже. Осы айда мен тағы да білім алып жатырмын. 1.750.000 теңгеге тағы да білім алып жатырмын. Айдың соңында басталады. Менде 10 кездесу, соны сатып алып жатырмын тағы да. Маған керек ол білім. Солай мен аямаймын өзімнің білімме. Сол білім маған арғарай ар жағында 170 миллионды алып кеп береді деген сияқты менде сондай бір понимание бар. Потому что когда мен білім алам, мен сол білімнің ақысын 10 есе, 100 есе шығарып алады екенмін да. Шығады ол, потому что ақталады ол 100%. Сондықтан білімнен ақша аямаңыздар.
иә. Коучинг қаншадан? Так, дұрыс айтасыз, каждый сызған сайын керемет дүниелер өмірімізге енуде дейді. Индира ханым 6-шы поток қатысушысы. Қаншама қыз келіншектер бар, қолданды бұл кісі, иә. Коучингте қатысты, өмірінде керемет өзгеріс болып жатқан ханым. Ертең алла берсе алдағы күндерде мен стористерде бұл кісінің өзгерісіменен от души от үйді бөлісемін. В целом, мен әр күнге әртүрлі персонажды алып, өмірінде болған өзгерістер, коучингтің нәтижесінде болған өзгерістерді бөліскім келеді. Расымен де қаншама қыз келіншектер өтті коучингтен, өткеннен кейін де келеді ғой, жаңағы доллары миллионерша клубым бар, сол клубты жандандыру. Менде қазір қолым босамай жүр, уақыт жетпей жүр, бірақ ол менің миымда жүзеге асса болды ғой, оған керек адамдар тартыла береді ғой. Мен соны бүгін уже мына Таиландқа келген кезде сезіндім, ашық болу керектігін, жаңағы армандарының кетті ғой уже, басы ары қарай кетті дейін да. Просто қазір мен ерте жатам, ерте тұратын адаммын ғой. Сонымен мына бізде сағат 2 сағат Қазақстаннан алда. Сағат бізде 23:38 болды. Сіздерде 9-дан 21:38 ғой. Мен уже ұйқым келіп жатыр. Бұндай уақытта мен редко, 2 аптада бір аптада бір сондай жүремін. Көп жүрмеймін. Негізі энергиям тасып тұр. Энергиям өзімен әбден жұмыс жасайтын болғаннан кейін мен үшін энергиямның таза болуы, позитивная болу өте маңызды. Себебі бір тонкая секрет, мен оны өте жақсы санама сіңдіріп алған адаммын, қыздар. Сондықтан оны сіздерге де айтам. Алдын айтатынмын, иә, секрет деген нәрсе бұрынғы заманда бұл ақпараттар қолжетімсіз болған. Сол үшін де анау нелер болады ғой, кәдімгі бұрынғы хандардың кезінде бір анау қасырлар болады ғой, бір сарай болады да, соның төбесіндегі этажда бір кабинет болады, бір бөлме болады, сол жерде бір кітап жасырынып тұрады, иә, бір кітап жасырып тұрады. Жаңа кинода, мультфильмдерде біз өте көп көргенбіз ол кітап туралы. Сол кітаптың ішінде барлық құпиялар жазылып тұрады да, ал соны қатты қорғайды. Жаңағыдай солдаттар бер жағындағы әскерлері қорғап жатады, ал сол жерге ұрлық жасап түскісі келіп жатады. Қарапайым адамдар сол бөлменің ішінде кітапты оқығысы келеді ғой. Ол кітап тек қана жаңағыдай сол замандағы хандарға, ханның ұрпақтарына және ханның айналасындағы уәзір, жаңағы қасындағы адамдарына ғана, ғылым, білімді зерттейтін адамдарына ғана белгілі болған. Ол білім осы құпия. Адамның санасы позитивте жүру керектігі жайлы, секрет, визуализация, аффирмация деген нәрселер, иә. Воображение, ойдың еркіндігі, не ойласаң соның болатындығы жайлы толығырақ кәдімгідей мынанша тонна ғалымдардың зерттеп тастаған ақпараттары жазылады ғой. Сол ақпараттарды қарапайым адамдар біліп қоймасын деп сақтайды олар. Себебі барлық адам оны білсе, еркін өзі қалағанда етіп өмір сүріп кетеді дейді ғой. Соны притяжение, закон притяжения болады, то есть өміріне солына ақпараттарды тартады дейді, тартады сол ақпараттарды деп, барынша өзіне хандық, өзіне құл секілді халықтың бағынғанын қалайды ғой. Содан кейін ол құпияны ешкімге ашпайтын болған. Ал қарапайым халыққа ол құпияны білу арман болған ғой сол замандарда. Ал қазір бізге ол өте откровенно ақпараттың барлығы, просто адамдар уже жаңағыдай тез қолын үзеді, күдер үзе салады, тез. Сондай дүниеге, сондай уақытқа кеп қалдық та біз. Визуализацияны қай уақытта жасайды? Любой уақытта. Конечно, любой уақытта. Визуализация, медитация мен жасаймайды. Жоқ, любой уақытта жасай бересіздер. Біз үшін нағыз қазыналы кітапсыз дейді. Рахмет, қыздар, рахмет. Визуализация деген любой уақытта жасайсыздар. Мысалға, менде эфирде 30 ба, мен 30-ды көріп тұрам да, я представляю, мысалға мен көңіл күйім түспейді ол нәрседе. Мен қараймын да, мені 30 мың адам көріп атқанын елестетем. 30 мың адам осылай көріп жатыр. Болады ол нәрсе. Қазір смешно, конечно. Бір адам естісе, ха-ха-ха деп күлуі мүмкін да, мысалға. Ой, не армандап отыр, қиял бұл таза деп, айта берсін. Потому что оның санасында ақпарат дефицит қой. Ал менде, мысалға, мен бүгін жаздым. 50 мың адам алдында выступать еткім келеді. Бақытты және бай әйел болудың құпиясы жайлы инструменттерімен бөліскім келеді. Ал бірінші 10 мың адамның алдында выступать ету, живой 10 мың аудиторияның алдында выступать ету деген нәрсені жаздым. Парақшамдағы подписчик саны 1 миллионға жетті деп жеткіземін деп жаздым. Және біздегі жаңа Динара Сатжан, Ләйла Сұлтан қызына мен сұхбат беремін деп жаздым, иә.
көп нәрсені жаздым. Кітап жазуды, күнделік шығаруды, оның барлығын армандарыма жаздым. Я кішкене бір частьмен ғана бөлісіп жатырмын да сіздермен. Қарапайым ғана нәрсе ғой. Жазыңыздар, армандаңыздар, тегін ғой. Ешкім ақша алған жоқ. Анан жазғаныма маған 30 шақты арманымды жазғаныма біреу маған 30 жаздық, 30 мың теңге бер деген нәрсені айтылған жоқ. Тегін, еркін армандадым. И примерно представляла сол нәрсені 30-ға ғана 100-ді де жазып тастай салар едім. Бірақ жаңағыдай оны сезініп отыру керек та. Мысалы, толқынға қарап отырып, мысалға представляю 10 мың адамның алдында как ступаю деген сияқты, қалай мен 10 мың адамның алдында сезінші. Сен тұрсың да, мысалға 10 мың адам алдында сөйлейін деп тұрсың. Қалай болады ол 10 мың адамның алдына сөйлеу деген сияқты сөз шыққан кезде, маған әлі білім алу керек, маған әлі сөздік қормен жұмыс жасау керек деген сияқты, уже тік 10 мың адам алдына шығу үшін сен осы нәрселерге дайын болу керексің деген нәрсе тарс шықты. Бәрін тізіп жазып алдым. Осылармен жұмыс жасау керек. Значит, сол кезде мен 10 мың адамның алдына шығуға уже әрекетім лесенсалармен де құрыла бастайды деген сияқты. Сөздік қорың дұрыс бола ма, уже адамдардың көз алдына көріне бастайсың деген сияқты. Сөзің өтімді бола бастайды. Білімің бар ма, тоқтамай сөйлей аласың 10 мың адамның алдына деген секілді. Барлығын тізіліп шыға келеді ғой. Күнделік, кітап деген кезде, подписчик саны 1 миллионға жеткен кез деген кезде де сарт бәрі тізіле қалады. Сондықтан бұл жерде барлығын жазу керексіздер. Мен айтам ғой, жаз. Бірінші күннің эфирінен бастап әлі күнге дейін айтып келе жатқаным сол, Бірақ әр эфирде әртүрлі инсайт, әртүрлі техника, ақпарат, барлығы жасалынған. Жай ғана алдыңғы 10-шы күннің эфирінде біз медитацияны жасадық бірге сіздермен, Ақша медитациясын жасадық. Сол медитацияны да үздіксіз жасаңыздар, қыздар. Оны мен сіздерге тегін беріп отырмын. Оны мен қаншама ақшаға сатып алған білімдерім, сіздерге просто так тегін доступно етіп беріп отырмын. Мен бұл 30 күндік эфирімді білімнің хаққысы деп айтамын. От души мен беремін ба, Алла маған да тоже еселеп береді. Бірақ мәселе еселеп берсінші деген мақсат емес, білімнің хаққысы. От души бөліскім келеді ақпараттарды. Бұл маған когда-то бір күні маған еселеп қайтатыны мен глубине души сеземін, Но в целом менің мақсатым сіздерге максимально пайдалы болу. Қайдан алуға болады дейді. Менде неде тұр? Алдыңғы эфирде тұр. Парақшамда былай листать етсеңіздер, нелер тұр? Ақпарат тұр. Мен сол эфирлердің бәрін YouTube-қа сақтап қоямын. Бірінші күн осындай тақырып, екінші күн мынандай тақырып деген сияқты, чтобы сіздер любой уақытта көре алатындай, Енді елге барған кезде YouTube-пен кішкене жұмыс жасаймыз. Сол кезде барлық рилстарды салып қоямыз. Эфир сақталуда ма дейді. Барлық эфир менде сақталып жатыр. Кішкене сұрақтарыңыз болса, давайте қойыңыздар, потом мен эфирді Алла бұйыртса аяқтайтын боламын. Медитация сақталды, қыз-келіншектер сақтап алды оны. Менде де өнер жатыр, бірақ тікелейге шығуға ұялам, ән айта алам, инстаграмға шығу ұялам. Потому что сіз әлі тұлғалық тұрғыда дамымағансыз, Таза Лайф Тарас ханым. Тұлға ретінде дамыған кезде, өзіңді қабылдаған кезде ғана сен социумға шыға аласың. Және ол жаңағы эфирде мен айтқанмын, именно осы ұялуға байланысты. Сен ұяласың, себебі сенің бала күнде мүмкін анаңменен қарым-қатынас дұрыс емес. Проявление, социумда өзіңді жарқын етіп шығару, проявляция ету, ол тікелей анаменен связаны, анаңыздың қарым-қатынасы. Ол өмірдегі қарым-қатынас емес, сол нәрсені мен шатастырып алмаңыздар. Өмірдегі қарым-қатынастың өзі сенің санаңдағы қарым-қатынасқа байланысты ғой. Сенің түп санаңда анаңменен қарым-қатынасың қандай сен үшін? Сол дүние сенің өміріңде көрініс табады да, және сенің жаңағыдай социумда проявляция етуіңе әсер етеді. Ана бізде соған жауап береді. Әкемізбен қарым-қатынас ол бізге келетін ақшаға жауап береді. Егер сіз ақша таппайтын болсаңыз, то есть сізді күйеуіңіз асырауы мүмкін, сізді басқа біреу асырауы мүмкін, в общем, в целом, әйтеуір ақша келеді, не ішем, не жейм деген сізде уайым болмайды. Әйтеуір жеп ішетін дүниеңіздің бәрін келіп жатады. Әйтеуір сізді біреу обеспечить етеді. Бірақ өзіңіз зарабатывать етпейсіз, өзіңіздің потенциалыңызды ашпайсыз, қабілеттеріңізді қолданбайсыз. Себебі подсознанияда әкеменен қарым-қатынас дұрыс емес. Ол өмірде сен жақсы көр. Нет, менде папамен все хорошо, у меня все классно. Немесе мен папамды көрмегенмін, немесе жаңағыдай әркімде әртүрлі тағдыр, Мен оны ештеңе деп айта алмаймын. Просто мен сенің түп санаңдағы
жаңағыдай техникалары бар. Сен сол жерде сен өзің жұмыс жасау керексің. Әкеңменен қарым-қатынасыңмен түп санада өзгерістер болу керек. Сонда ғана анау санадағы өзгеріс қана сенің өмірінде көрініс таба бастайды. Мен айтам ғой, сенің ойың, өмірің, сенің ойың жеткен жерге дейін ғана жетеді. Менің өмірім осы Таиландқа жетіп, саяхаттауға жетіп жатыр ма? Значит, менің миым да жетіп тұр да сол нәрсеге. Ал қазір мен сіздерге армандарымды бөлістім, кетті ғой менің ойым. Кетті ғой, шарықтап, шегі жоқ, кетіп қалды уже. Біраз мемлекеттерге, бір еркіндікке жіберіп жүрдім ойымды, я. Сонда уже ол нәрсе ертең жаймен өмірімде көрініс таба береді, я. Сол нәрсені ертең бірге тамашалаймыз, ханымдар. Сол үшін мен ашығынан бөлісіп жатырмын, жана шынайысыз дейді ғой. Расымен ештеңені бүгіп қалмай шынайы бөліскім келеді. Мә не деген энергия бешеная, папамды вообще көрмегем, оны не үшін қабылдау керекпін, соны вообще түсінбеймін дейді. Мен түсінемін, әркімде әртүрлі тағдыр, я. Менің әкем уже қанша бір жыл 2 ай болды өмірден өтті. Мысалға маған осылай еркін айтып отыру өте қиын болған бастапқы уақыттарда. Енді өмірден өту, өлім деген сезімді сен түсінесің, бірақ анау папаңды уже мысалға 24 жасында қайтыс болды папам. 24 жасында мен әкесіз қалып отырмын. Мысалға сол жаспын ғой, 24 жас деген жап-жас уақытым. Сонда әкемнен айырылып отырмын. 53 жаста ғана еді папам всего лишь, бірақ әкеме берілген тағдыр сол. Әркімге әртүрлі жас тағдыр беріледі. Біреу папасын кішкентай кезінен көрмейді, біреу кішкентай кезінде қайтыс болады деген сияқты. Бірақ сен подсознанияңда мынау әкесіне уже претензиясы бар ханымда. Мен жаңағыдай әкемді көрмегемін. Жаңағыдай әкем кішкентайымда өмірден өзді дейді. Мен түсінемін, я. Мен қанша жерден ақша табайын десем де таппадым. Шүкір жолдасым молынан беріп келеді дейді. Вот көрдіңіздер ма? Себебі әкеңізді кішкентай кезіңізде өмірден өтті. Одан кейін сіз білмейсіз, уже есіңізде бар ма, жоқ па? Мысалға менің әкем менің санамда мәңгі 53 жасында ғанағы бейнесімен қалып қояды. Ол кісіні мен қарт кезін көре алған жоқпын. Себебі сол 53 жасында жас болып сол күйінде қалып қояды санамда. Сондықтан әкеңіз сіздің өмірде бар кезіңіз есіңізде болса, қанша жаста болды, сол жаста ғана қалады. И каждый раз проработка жасаған кезде сол жаспен елестетесіз. Мен уже көзіме жас келді, жас болып қалады, сол жасымен қалады деген сөзді айтқан кезде, менде сол сезімдерге уже көзіме жас келді, я. Мен сразу бөлісіп отырмын ғой. Себебі бұл нәрсе постоянно жұмыс, қыздар. Каждый раз шыққан сезім, шыққан мына жердегі комок жұмыс жасалып тастау керек, шығып кету керек. Сезесіздер ғой, комок, мына жердегі бір ауыр сезімдерді, бүйтіп тынышталамай жатқан, өзіңді бір успокаиваться ете алмай жатқан сезімдердің бәрі сіздерге уже таныс сезімдер. Барлығыменен жұмыс жасап отыру керек. Потому что ол дененің реакциясы, іштегі болып жатқан шығып кету керек. Шығатын техникалардың бәрі максимально меңгеріп алыңыздар. Ақшаларыңызды аямаңыздар. Білімге табылады. Запрос бола ма? Табылады ақша. 500 мың, сен ойбай 500 мың деп отырған 500 мың Алла үшін түк те емес ол. Қалайсың ба? Береді. Запрос болу керек. Аллахым осы білімді мен алғым келеді, беріп қойшы маған, жеткізіп қойшы деп сұрайсың ба? Береді Алла. Сұрасайшы, берші Аллахым, берші маған, берші деп сұрасаң, барлығы Алланың қалауымен орындалады. Жолдасым молынан беріп келеді деген, вот көрдіңіздер ма? Сізді біреу асырап береді. Өзіңіз қанша білім алсаңыз да, қанша техникаларды, инструменттерді алсаңыз да, ол ақшаны таппайсыз. Высокий вибрацияға қалай шығуға болады? Зерия ханым, Зерия ма есіміңіз? Зерия ханым, сіз маған дайректте жазған боласыз, мен сізге жауап беремін. Сізге коучингке келу керек. Сіздің запростарыңызды примерно түсіндім. Сізбен жақсылап жұмыс жасау керек болады, я? Мен де әкемді көрмегенмін дейді. Әкеңізді көрмеген болсаңыз, оның да бір техникасы бар. Әкені көрмеген адамның өзі техниканы, проработканы қалай жасайды, түрін де елестете алмаймын. Я, түрін тіптен көрмегеннен соң дейді. Түсінемін, онда кезде техникасы бар. Жақсы айтып жатсыз дейді. Я, сондықтан бұл жерде каждый дүниенің техникасы бар, қыздар. Барлығының өзінің инструменті бар. Айтып жатырмын ғой, мен үздіксіз оқып жатырмын, көріп жатырмын. Осылай сіздерге түсіндіріп берудің өзі білім. Бұл нәрсені білмесең қаяқтан айтасың, я? Білмегеннен кейін отырасың, үндемей қарап, мысалға, айта алмайсың, бөлісе алмайсың деген сияқты. Когда мен дайын болдым, сол кезде уже все шығып жатыр бәрі. Абсолютно. Әкемді білемін, араласқым келеді, анам қарсы дейді. Жоқ, ондай кезде анам қарсы деген нәрсе уже ол как бы детская позиция, қыздар. Ол детская позиция деген нәрсе күлкілі нәрсе емес. Бала хәл. Сенің әлі санаң
санаңның, түп санаңның жасы бала халде болып тұр да. Себебі әкеммен барып сөйлесіп қойсам, мамам мен ұрады деген сияқты, таяқ жеймін деген сияқты, ренжиді деген секілді, түрлі мамаң енді қазір сені ұра алмайды, бірақ жаңағыдай ренжуі мүмкін. Ренжісе де орынды ренжігені, себебі ол кісінің әкеңізбен қарым-қатынасы дұрыс емес шығар. Ал сіз как бы перзентсіз, перзент ретінде әкеңізбен сізде араласып кетіп, еркелеп, мауқыңызды баса алатындай дәрежеде, жаңағыдай ондай дәрежеде болмаса да, әкеңізбенен қарым-қатынасты реттеп алып, түп санаңызды реттеп тастауға болады. Себебі әкеңіз тірі ғой. Ол нәрсені, бұл мүмкіндікті пайдаланыңыз. Әкеңіз, анаңыз тірі ма, сөйлесіңіз. Өмірден өтті ма, жақсы, иманды болсын. Ары қарай оны проработка жасап тастау керексіз. Потому что біз де білмейміз қанша жыл өмір сүретініңізде, когда тірі адамдар мүмкіндігінше проработка жасап тастау керексіздер. Жаңа бір адам айтады ғой, мысалға, ата-енемді жек көремін, ананы, қайнапамды жек көремін, қайынсіңлімді жек көремін, ананы жек көремін, абысынымды жек көремін. Түрлі адамдар, басқа адамдар жақтырмай жатады. Жақтырмай жатырма, болды, сразу ол жерде жұмыс жасау керексің. Ол сезімдердің бәріменен сен жұмыс жасап тастау керексің. Бұрын мен қорқақ болатынмын, қазір үйреніп бастадым дейді. Қандай күшті, қорықпау керексіздер. Жаңа жақтырмау, ситуацияны, адамдарды жақтырмау, сөзін қабылдай алмау, оның барлығы саған сигнал, жаным, жұмыс жаса, болды өзіңмен деген сияқты. Біреулер енесінің сөзін жақтырмай жатады. Мен өтіп кеттім ондай этаптардың бәрінен. Мен де қазір ондай атамды, енемді жақтырмай, анау-мынау сөздерін көтере алмау, абысындармен тату бола алмау, анаусы-мынаусы, қайным, қайнағам, ол этаптан өтіп кеттім. Маған не важно. Наоборот, маған сыйласқан жақсы. Наоборот, қаншалықты біз ата-анамызға жағдай жасап бере аламыз деген сияқты этаптамыз. Жарысайық та, наоборот, сол нәрсемен деген сияқты. Жолдасыма да айтам, давай ата-енемізді мұнда, менің анамды ана жерге жіберейік деген сияқты. Менде сондай сезім. Қанша жерден сенің нәпсің айдап кетуі мүмкін, анауда ғой, мынауда ғой деген сияқты сөздерді естіген кезде, жоқ, сен өзіңмен жұмыс жасау керексің. Өзіңмен максимально жұмыс жасап, жаңағыдай жақтырмай қалу, сөзді көтере алмай қалу деген сияқты сезімдердің бәрімен жұмыс жасап тастау керексің. Чтобы ондай сөз саған келмейтіндей, сен сол сөзді өзің өміріңе тартып отырсың. Саған келіп жатыр ма, ана біреудің сөзі жақтырмай жатқан, сен өзің оны өміріңе тартып отырсың. Конечно, маған қазір сіздерге мен айтып отырғаннан кейін қабылдау қиын болар, бірақ ол факт. Қыздар. Қыздар, тірі кезде барыңыздар, араласыңыздар. 28 жылдан кейін мен барып бірінші рет таныстым. Қазір шын жүрекпен жақсы көремін әкемді дейді. Кейін тым кеш болуы мүмкін дейді. Вот, көрдіңіздер ма? Сондықтан әкелеріңіз бар, аналарыңыз бар ма, араласыңыздар. Жаңағы түп санаңыздағы сіздің анаңызбен, әкеңізбен қарым-қатынас қандай, бәріменен жұмыс жасаңыздар. Әкемен жұмыс жасай алмайсыз ба? Өміріңізде ақша болмайды. Ол өмірден өтті ма, оның да техникалары бар, қыздар. Бәрін жасап тастауға болады. Ал анаңызбен қарым-қатынас осы социумдағы шығып, проявляция ету, оның барлығына жауапты. Мен де қазір мысалға әкем өмірден өткен кейін, как будто жаңа анама бір нәрсе болып қалатын секілді сезімдер менде де болады. Как будто бір жасап үлгере алмай қалатын секілді сезімдер болады. Бірақ сол сезімдер болмас үшін дәл қазір менің қолымда қандай дүние бар, максимально сол нәрсеменен жасауға тырысамын. Қандай мүмкіндік бар? Перзент ретінде жасап қалатын қандай мүмкіндіктер бар? Жасай берші. Қазірдің өзіне кішкентай дүниелермен жаса деген секілді. Оны жасаймын не для того, чтобы тағы да оған үлгермей қалмайын деген сияқты сезім емес. Мен жаңағыдай қанша жыл ғұмыр беретін мен білмеймін анама да, мүмкін 80 жыл, мүмкін 70 жыл, мүмкін 60 жыл, мүмкін 50-ден асқан уақыттар. Бірақ сол уақыттардың өзінде сен риза болатындай, өмірден өтіп жатса да, мен анама, мүмкін анам, мүмкін мен, білмейміз, кім қалай, бірақ сен өлімге де сен дайын болу керексің. Саналы түрде Алланың алдына барған кезде мен кездесуге дайынмын ба? Потенциалымды максимально шығара алдым ба деген секілді. Ал жоспарың жоқ, не жасайтын ісің жоқ, жай ғана жүрген адам болсаң, онда Алла біздің жанымызды ерте алып кетеді. Ол бізде негізі исламда да айтылады. Адамның алдында миссиясы болмаса, ұлы миссиялары болмаса, жасайтын алдында жоспары, армандары болмаса, ол адамның жаны ерте үзіледі деген секілді айтылған.
бірақ ол нақты қандай фактормен бар екендігін мен білмеймін, оны бірақ жалпылама естігенмін. Сондықтан да мен айтып жатырмын, елестетіңіздер, визуализация жасаңыздар, армандаңыздар, жазып тастаңыздар. Неге сіздер осындай теңіздің жағасында тұрмасқа? Бүгін жаздым мысалға, теңіздің жағасынан үлкен үйімнің болғанын қалаймын, барлығын болды, алдым, үйіме жеттім деген секілді. Өзіңіздің армандарыңызды жазыңыз, жолдасыңызға айтыңыз. Сіз негізі өзгеріп бастасаңыз, жолдасыңыз да өзгереді. Соны өзіңіздің армандарыңызды жазып тастап тиіспеңіз жолдасыңызға. Соны жайлап орындай беріңіз, бөлісіп отырыңыз жолдасыңызға. Қарашы, мына арманым орындалыпты, мынандай болыпты. Мынаны қарасайшы деген сияқты каждый раз андай эмоцияңызды вау деп тұрып бөлісіп отырсаңыз, ол да бүйтіп ойланып қалады, мен де жазсам қалай деген сияқты ой кетеді. Ол да адам, оның да сезім бар. Ер адам екен деп ол сезім андай емес. Ол да тура сіз секілді адам, тура сіз секілді убеждениясы бар, тура сіз секілді қорқатын дүниесі бар, оның да ренжитін сәті бар. Сіз секілді ренжиді, жылайды, мұңаяды деген сияқты сіз секілді сезімі бар пенде ол да. Сондықтан бөлісіп отырсаңыздар, бәрібір әсер етесіз, қасындағы әйелісіз. Таңнан атысы, кештің батысы, көттен қасып қойып телефон шұқылап жататын болсаңыздар, еркекке қандай энергия барады, Сондықтан вау, ура, ес, ухей, деп қойып жүретін болсаңыздар, сіздің еркектеріңіз де сондай бір жаңағыдай сезімдерде жүреді, Мен ойлаймын, мен өзімнің еркегімнің де бір андай сезімдерін аша алдым деп, сезіледі маған қатты. Тіпті бізді танитын ортақ таныстарымызға да қатты сезіледі. Менің жолдасымдағы өзгерістер. Оның бәрі энергия деп ойлаймын. Әйелдің энергиясы, сол энергиямен мен де әсер ете алдым деп ойлаймын. Және жолдасымның талпынысы да бар бұл жерде. Сол бір энергияға ол да тартылып жүреді, мен де тартылып жүрем. Бір-бірімізге взаимно сезімдерімізді ашық айта аламыз, дамимыз, бірге ортақ дамудамыз, бірге білім аламыз, бірге өсеміз, ойларымызды ашық айтамыз, жоспарларымызды жазамыз, мақсаттарымызды қоямыз, жетеміз деген секілді. Ер мен әйелді Алла қосып қояды солай. Бір-бірімізге бір-бірімізді кері тарту үшін емес, кері тартамыз, себебі біздің қанымызға сіңіп кеткен ғой. СССР-дің кезінде еркекті санасын улау үшін, біздің СССР-дің кезінде, соғыстың кезінде ер адамды тек қана анасы және әйелін ұрыстырып қойып қана ойын бөле аласың да. Еркек добытчик қой, соғысып жеңіспен келу керек еді елге. Ал СССР-дің кезіндегі жасалған психология ол енеменен келінді ренжіту, ортасына негатив сөздерді салу, Әкеммен арамыз дұрыс болмағаннан ба, жолдасыммен арамыз дұрыс емес, бәрін ойдан шығарып тастағым келеді. Анаммен де арам дұрыс емес, нағашымның қолында өстім дейді. Сізге өте көбірек техникаларды жасау керек болады, Алдыңғы эфирді қараңыз, парақшаға кіріп, сол жерде медитация бар, соны міндетті түрде жасау керексіз. Сол кезде бір түсініктер келе бастайды сізге. СССР-дің кезінде негізі ене менен келіннің арасы, біздің тарихты оқитын болсақ, ата-бабаларымыздың тарихында кітаптарды оқысаңыздар түсінесіздер. Сонда өте жақсы болған ғой қарым-қатынасы. Ене деген келін болып түсті ма, қыз сенің үйіңе жақсы қарайтын болған. Оның күтіміне, тіпті ол екіқабат кезде бізде туғанбыз деген сөз емес, келіннің қас-қабағына қатты қарайтын болған. Келін мұңайып қалмасыншы деп қарайтын болған ғой, екіқабат кезінде. Келін мұңаятын болса, бала жылауық болады деп, бала мазасыз болады деп. Сондықтан келінді ренжітпеуге, оны қорқытып алмауға барынша 9 ай бойы жағдай жасаған ғой. 9 ай бойы келіннің үпілеп-сүпілеп өсірген, сүпілеп күткен. Және күйеуіне де айтатын болған ата енелер. Сен әйеліңе қара, сен қорғанысың деген секілді. Еріне 9 ай бойы әйелге ерекше күтім керектігі. Ол қызды алып келсе де, дүниеге ұлды алып келсе де, сенің артыңнан еретін ұрпақты алып келе жатыр, сенің қаныңды дүниеге алып келе жатыр. Сондықтан бәріміз бұл әйелге қарауымыз керек. Бұл өмір бойы 9 ай бойы ғана ғой, 9 ай бойы күтімнің жасауымыз керек деген сондай бір дана болған біздің бұрынғы ата-апаларымыз, СССР-дің алдыңғы өскен ғасырлардағы ата-апаларымыз сондай болған, киіз үйде жүретін кісілер, Кейіннен 9 айдан кейін әйел босанады, босанғаннан кейін 40 күн оны жатқызбай күткен ғой. Жатқызбай бөксесін тас қып, сүйектерін байлап, жақсылап сорпалап, қойдың, жылқының сорпасымен жақсылап сорпалап, мойынын беріп, балаға да сүті құнарлы болсын дегенмен
әйелге өте жақсы күтім жасаған. Кейін ғой мына СССР келген кезде расымен де кішкене үңіліп қарайтын болсаң тарихқа, әйел менен ене менен келіннің қарым қатынасын бұзған кезде ортада кім страдать етеді? Бірінші сол еркек страдать етеді. Не қатынына болса алмайды, не анасына болса алмайды. Анасынан кетіп қатынның сөзін сөйлейін десе, қатынның соңынан кетті дейді. Ал анасына сөйлейін десе, қатын айтады, сен мені аманат қылып алдың ғой, неге сен мені қорғай алмайсың деген секілді сөздер осы жерден шығады қыздар. Сондықтан да өте даналық керек бұл жерге сіздерді. Енеге де, күйеуге де қарым қатынасты әдемілеп реттеп отыру керек болады. Бұның барлығы психология. Бізді улаған негативный психология. Біз сол замандағыдай ата-бабамыздың, ата-апаларымыздың сонау күймешек киген сондай бір ұрпақтарымыз негізі қанымызда бар. Все-таки сыйластық деген нәрсе бар. Сенің жағдайыңды жасап отырса, неге жасамасқа? Жақсы, сенің жағдайыңды жасамақ қойсыншы, жасай берші сен. Саған взаимно келеді ол нәрсе. Алла разылығы үшін істейтін болсаң, енеңе де, атаңа да, басқаларға да қызметіңді от души жасайтын болсаң, олардан взаимно келеді. Бізге сондай бір тонкий даналықты меңгеру керек, қыздар. Сол нәрсені мен жеткізгім келіп отыр эфирде. Мен 11 жасымда ұлыма қазірден айтамын, келіншегіңді сыйлай біл деп. Сенің ұрпағыңды тәрбиелейді деген нәрсені жиі айту керек. Одан кейін ол өзінің әйеліне, еркек әйелін тәрбиелей алады. Мен айта алам, мені жолдасым тәрбиелей алады. Қазір мысалға жолдасым қойш дей ма, болды. Андай бір қабағын бүйтіп түйіп қойш болды десе бітті. Аузым жабыла қалады. Қозғамаймын сол тақырыпты, мүлдем. Болды. Қанша жерден тілім қышып тұрса да, сөйлегім кеп тұрса да, қатын боп, енді қатынбыз ғой, сөйлеп тастағым кеп тұрады. Жоқ, деп үндемей отырам. Жек көретін адамды көрген кезде омен амандасты алмауды жөнінде не айтасыз дейді. Айттым ғой жаңа, эфирді заново көрсеңіз болады. Оның бәрімен жұмыс жасап тастау керек. Сізден оның барлығы ол адамда жек көретін, сіз ғой жек көріп тұрған, ол емес. Сіз өзіңізбен жұмыс жасау керексіз. Еркек бізді тәрбиелейді, әйелдер. Мен сол нәрсені айтам. Себебі мен жолдасымды, мен энергиямен әсер етемін, но жолдасым мені расымен де тәрбиелейтін адам. Мен айтам ғой, менің провокаторым деп. Жақсы жаққа да, жаман жаққа да деп. Сондықтан өткенде айтамын, тіпті айтам ғой, мен аэропортта жүреді, қай күні қалай шығамыз, ертең мысалы экскурсияға барамыз, ол айтады, кешке осы нәрселерді дайындау керек дейді. Мен сол нәрселерді дайындап алам, болды. Ал қалай барамыз, қай жаққа отырамыз, қалай дальше жүреміз, қалай отырамын, қандай безопасностьта, бәрін реттеп отырады мен жолдасым. Қай күні қай жаққа ұшамыз, бәрін реттеп отырады. Аэропортқа осы кезде барамыз, осы уақытта ұшамыз деген сияқты. Мен ертең Таиландтан қайтатын уақытымызды мен білмеймін. Примерно күнін білемін, арғы күні таңда ұшатынымызды білем, но уақыты қалай барамыз, оның бәрін мен жолдасым реттеп отырады. Сіз психологсыз ба, негізі мамандығыңыз қандай дейді. Менің мамандығым Казгуде мен бітірдім. Международный журналистикада пиар мамандығын бітірдім. Компаниялар мен адамдардың арасындағы жеке тұлғаменен, то есть компания мен халықтың арасындағы, жеке тұлғамен, жеке брендпенен халықтың арасындағы қарым-қатынасты реттеп отыратын, қарым-қатынаспен жұмыс жасайтын мамандықты толыққанды меңгердім. Қалай сен халықтың алдында позитивный пиар және негативный, черный пиарды қалай жасайсың, жаңағыдай белый пиар, то есть жаңағыдай адамның алдына керемет пиарды қалай жасайсың. Мен сол нәрсені оқыдым толыққанды. Одан кейін өмірімде қиындықтар, сол жеке бренд бойынша толыққанды оқыдым. Маркетингті 2016 жылдан бастап бизнес молодость деген школа болды Россияда. Мен ол кезде мектепте оқып жүріп, официант болып жұмыс жасап жүріп, сол 3-6 күндік жұмысымның ақысын 2000 теңгеден жинап жүріп, бизнес молодостьтің 2016 жылы жаңағы Instagram как заработок деньги деген алғашқы вебинарларын оқығанмын. 3 күн бойы сол вебинарларына қатыстым. Вебинарларына кейін олар основной курсын ұсынды. Ол кезде ол курсын алатын ақша менде болмады, бірақ 3 күндік вебинарынан кейін мен бастаған болатынмын. Сол кезден бастап SMM-ді оқыдым, маркетингті оқыдым. Қазақстандағы мен деген үлкен компанияларда жұмыс жасадым, партиялардың парақшаларын жүргіздім, Нұр Отан деген секілді, мықты менде сонда кейстер, опыттар болды. Одан кейін 2016-дан бастап 2019
жылға дейін мен 3 жыл бойы SMM маркетингте маркетолог ретінде қайнадым, жеке брендті дамыту бойынша. Мен Казгуде өзім сол нәрсені оқыдым, ағылшынша оқыдым еще. Ақпараттар бізде өте ауқымды болатын. Ағылшыншадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аударатынбыз. То есть мен ағылшын группасында оқығаннан кейін ағылшыннан орысшаға аударып түсініп алып, орысшадан қайтадан түсінігімді жазып алып, ары қарай ағылшыншаға аударып сөйтіп қорғайтынмын. Маған өте үлкен ауқымда ақпараттың бәрі Казгуде оқып жүрген кезімде оқыдым, білдім. Сосын барып уже продюсерлік 2019-дан бастап продюсерствоға өттім. Продюсерствода запусктер жасадым. Мен 2020 жылы 30 миллионға запуск жасағанмын экспертіммен бірге. Мұғалімдерге байланысты. Мұғалімдерге запуск жасадым. Сол кезде мені танитын аудиториямда да оқырмандарым бар. Сол экспертіммен бірге танитын. Сол кезде жасап жүрдім. Продюсер ретінде 2019-2020-21-де жасадым. Өте жақсы ақшалар таптым. Содан салонна машина алып жүрдік. Кейін біз 2021-дің аяғында бизнес ашамыз деп кері кете бастадық. Бизнеске өзіміздің қалтамыздағы тұрған 2 миллион теңге жетпей, біз қарызға ақша алдық, қарызбен бизнес бастадық. Ол қарыздарымызды ол қарызға алған 5 миллионымызды жетпей тағы да ақша алдық. Сосын ол қарыздарымызды біртіндеп бизнесіміз аяққа тұруына уақыт керек қой. Ал уақыт керек уақыттарда біз ақша таппадық. Потому что мен екінші аяғым ауыр болды. Менде кәдімгідей стресс болды, депрессия, жаңағыдай бір қиын кезеңдер болды. Сол кезде қызым аллергия болып кетті аяқ астынан мендегі сезімдерден. Содан мен кері кеттім. Жаңа қарызды қарызбен жабамыз деп өзіміздің менің атымнан кетті, жолдасым атынан кетті, қайнатам атынан кетті. Солай біз қарызға кіріп кеттік. Сол қарызға кірген шақта маған мынау психология, тұлғалық даму, коучинг деген нәрсе қатты көмегін тигізді. 1 жыл 3 ай мен стрессте болдым. Сол дноға түстім ғой, совсем дноға түсіп барып уже сол 1 жыл 3 айдан кейін ғана барып 3 ай қайтадан өзімді дамуға арнап, сол 1,5 жыл мен стрессте өткізген уақытым. Ары қарай 3 ай өзіммен жұмыс жасап бастадым да, содан көтеріліп кеттім. Сол кезде маған осы коучинг көмектесті. Мен психолог емеспін, коучпын. Коуч деген сертификатым бар. Коуч деген психолог, ол саған сеанстар өткізеді. Үздіксіз семен сеанстар өткізе отырып, 10 сеанс, 10 терапия өткізу мүмкін, 20 терапия өткізу мүмкін, бір запросыңды шешуге 10 терапия кету мүмкін. Ал коуч деген кәдімгі тұлға ретінде дамытады сені. Тұлға ретінде техникалар береді, сеніменен бірге жүреді, көрсетеді жолды, техникаларды береді, жасайтын. Сен соны жасайсың да өміріңде өзгерістер енгізесің. Ал психологтың сеансына келген кезде психологқа сен жағдайыңды айтасың, проблемаңды айтасың, осы мәселе мені мазалайтынын айтасың, осы нәрселер мені мазалап жүр, мынандай ақпараттар мазалап жүр деген нәрсені айтқан кезде сеніменен тілдесе отырады, сұрақ қояды, техникаларын жасатады, жаңағы проработканың техникаларын жасатады да, сен өзіңнің ішіңнен сол сұрағыңа жауап табасың. Сол техника, сол сеанстың өзінде. Вот, психолог сол нәрсемен жұмыс жасайды, проработкамен жұмыс жасайды. Ал мен коучпын. Тұлға ретінде сіздің дамуыңызға жауаптымын, иә? Сол нәрсені ажыратып алу керек біз. Бәрін басынан бастап айтып бере салдым осы сіздерге. Қазір не жұмыс жасайсыз дейді. Қазір мен қыз-келіншектердің сол маркетингті оқыдым ғой. 8 жылдан асты уақыт, уже 9-шы жылға кетті. Мен әлі де оқып жатырмын ол білімдерді. Сол жеке брендті қалыптастыру, мен мамандық бойынша алғамын, оның дипломы бар менде. Қазіргі не жұмыс жасайтынның дипломы бар. Коучинг бойынша мен коуч ретінде менде сертификатым бар. Мен жеке бренд қалыптастыру бойынша ментормын, продюсермін және коучпын. Тұлғалық даму бойынша коучпын. Осы мамандық бойынша мен жұмыс жасаймын. Қазір мен сөйлеп отырсам, адамдар айтады, ой, сөйлеп отырып ақша табады деп. Шық, сен де сөйле, давай. Жеке бренд қалыптастыру бойынша сен де ментор бол, продюсер бол, немесе тұлғалық даму бойынша коуч бол сенде деп айтам. Бір қазір андай күлкілі не өскеннен кейін солай айтатын адамдар көбейді. Адамның білімін құнсыздандыру, я жалпы айтып жатқаным ғой, сөзден сөз шыққаннан кейін құнсыздандыру ол жаңағыдай кедейліктің симптомдарына жатады. Адам бойында жиналған блоктарды шешу жөнінде не айта аласыз дейді. Блоктармен жұмыс жасау керек. Қазір үлкен нәрсе армандауға болмайды, сынақ үлкен болады деп көп айтып жатыр. Осыған көзқарасыңыз қандай? Енді сынақ болады ғой, қыздар. Ол жаңа уровеннің алдында сынақтар келіп жатады. Сен сынаққа төтеп беру деген нәрседе, сен сол сынақта саған қандай сабағын бергісі келіп жатыр. Сол сынақтандай не болып кетпеу керексің да, истерия етіп кетпеу керексің. Қабылдау керексің.
қабылдау керексің. Курс сатам, коучинг сатам. Коучингті мен өзім меңгердім, коуч ретінде сертификатымды алдым. Содан кейін мен коучингті жасап шықтым, тұлғалық даму бойынша. Және менде продюсерлік, менторлық бар. Бірақ ол нәрсемен мен осы уақытқа дейін жұмыс жасап, көп деген эксперттерді нарыққа шығарғанмын. Bir шама қазір нарықта жүрген танымал эксперттердің кезінде продюсер болып, солармен запуск жасағанмын. Нөлден бастап қаншама эксперттерді көтергенмін қыздар. Сондықтан менің еңбегім ол жерде орасан зор. Шәкіртіңіз бар, бота деген соны да көремін дейді. Я, менде көп негізі шәкірттер. Осы эфирім өзінде де қаншама шәкірттерім отырады. Саламатсыз ба? Жаңағы не айтты, бір сұрақ оқыдым, ой, соған жауап берем деп отырым, есіме шығып кетті. Үлкен сынақ деп айтты, сынақ деген нәрсеге айтайын да. Мен жалпы сынақ деген нәрсені қалай көремін? Сынағың ол осы сынақ. Мысалға сен көп деген ақпарат естіп жатсың, техникаларды естіп жатсың, бірақ сен өміріңде қолданбасаң, ол да сенің сынағың. Сондықтан мен де көп ақпаратты айтпауға тырысамын, уақытын алмауға тырысамын адамдардың барынша. 45 минут, 1 сағат деген ғана уақыт алам, бұл сол уақытта сөйлеймін, сол уақытта жеткілікті. Айтылды ма ақпаратын, мен сол ақпаратыма жауаптымын. Мысалға, ол естіп отырған адам, оны естіп алып қолданбаса, ол оның сынағы болуы мүмкін. Сынақ деген мүмкіндік қой, мүмкіндік көп сенде, көп. Сынаққа ойбай сені төбелейді, ұрады, жерге тығады деп қарамау керек. Сынақ деген ол мүмкіндік. Қазір барлығы мүмкін. Сонау мен қаншама 6000 километр сіздерден алыста отырсам да, кейбіреулеріңізден даже 7000 километр алыста отырған бұл мүмкін да. Бірақ соншама километр қашықтықта болсақ та, біздер бір-бірімізбенен байланысып отырмыз. Мүмкіндік көп. Интернетке ақша салдың, қосылдың. Сен жүрсің, бәрін көрсетіп жүрсің, көріп жатсың, мүмкіндіктердің көп екенін, еркіндік, масштабты көріп жатсың. Сол кезде көріп тұрып жасамайсың ба? Болды, ол сенің сынағың болып есептелінеді. Сондықтан сынаққа сендер қиындық, тоқпақ ретінде қарамау керек та, сынаққа бір мүмкіндік ретінде қарау керек. Сені келесі уровенге өсіретін мүмкіндік ретінде қарау керек. Сосын мұнда Гүлназ ханым, сіз туған күн ай жылыңызды жазып жібере салыңызшы. Жаңа сынақ деп сұрақ қойып отырған кісі. Қазір 1 минут, мен айпадымды әкеп алайын. Мен осы демалыстың өзінде жаңағы шомылып жүрсем де қосып ағам ғой. Қаншама фильмдерім бар қарайтын, жаңа подсознаниемен жұмыс жасайтын. Соны қарап отырым ғой, ерінбей. Шомылып жүрмін өзім, бірақ дауыс естіліп тұрмаған. Адам бойында туа біткен қандай қасиет бар екенін қалай анықтауға болады дейді. Техникалар көп оны анықтайтын. Гүлназ ханым, сіз эфирде барсыз ба, жоқсыз ба? Бар екенсіз ғой, Гүлназ ханым, жазыңыз. Гүлназ ханым, туған күн ай жылыңыз жазып жіберсеңіз. Адам бойында қабілеттері бар. Мен ондай ясна видеуші емеспін. Жаңағыдай гаданиямен айналыса алмаймын, бірақ кішкене психоанализді оқығанмын. Содан кейін адамдарға психоанализ бойынша кішкене разбор жасап берем, осындай қабілеттері бойынша. Бірақ бұл толық емес. Толыққанда мен разборда жасаймын, қыздар, потому что ол уақыт. Сізбен сазуын сөйлесіп, тікелей осылай сіздің жағдайларыңызды сұрай отырып, мен разбор жасауым керек. Қазір разборға жазыла аласыздар. Предоплата қалдырып жазыла аласыздар. 13-не уже орындар толып жатыр. Мен осы Таиландта жүрсем де, қыздар орын алып қойып жатыр. Сондықтан орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Разборда уже толыққанды жазылады, Психология туралы көріп беріңізші сандармен мені де дейді. Гүлназ ханым, жазбадыңыз сіз. Мен сізден сообщениені көріп тұрған жоқпын. Болды, разбор жасамаймын ол кісіге, потому что уже мен қанша рет 4 рет айтқызды. Басқа кісі туған күн ай жылын жазсын, бірінші жазған кісіге ғана айтамын, толтырып жазып тастамаңыздар, потому что оны көрмеймін. Оны көрсем, это же энергия, уақыт алады босқа. Туған күн ай жылыңызды жазыңыз ровно 20-04 пәленше жыл деген сияқты. Жазыңыз, мен жазсам бола ма деген орында жазу керек едіңіз уже. Болды, бітті, Асия ханым жазды, қалғаны жазбай қойыңыздар. Болды, все. 29-12-1993, все. Гүлназ ханымға жасамайым болды, потому что ол уақытымды алды менің. 29-12-1993. Болды, ары қарай жазбаңыздар, қыздар, мен оқымаймын оны. Ол маған артық информация миыма.
оны сосын мен жазып шығарып отыруым керек миымда. Ана кісінің саны кіріп кетті миыма деп. Соншалық жұмыс жасаймын өзіммен. Жазбай қойыңыздар, оқымаймын бәрі. Гүлназ ханым, кешіктіңіз, сіз оқымаймын. Күйеуіммен еш сөйлескім келмейді, мінезім мен ойыммен де істері де совместиміз. Қарау керек шығар. Гүлназ ханым, ойбай, Асия ханым, сіз туа біткен психологсыз ғой. Сізге жаңағыдай әкеңіз бар болып, сол кісіменен араласа алмай, анаңыздан ұялып жүргеніңіз, оның бәрі тектен тек емес. Ол кішкене сіздің сынағыңыз болып тұр да, өту керексіз. Сынағыңыз болғанда ол сізді трансформация жасайтын сынақ болып тұр. Өту керексіз ол жолдан. Ситуацияларда адамды түсінуге бағытталған туа біткен психологсыз. Алла тағала мен де сондаймын. Алла тағала жаңағыдай бізді жаратқан кезде сондай бір санамызға сондай бір білімдерді берді. Басқа адамдарды түсіну бойынша білімдерді беріп қойды. Туа біткен сондай қабілет бар. Сізден байқайсыз ба, Асия ханым? Сізге адамдармен сөйлескен приятны, адамдарға бір жөн сілтелген, бір стратегия құрып, ақыл айтқан, инсайт айтқан бір өзіңізге ұнайды, и адамдар сізбен сөйлескісі келеді, сөйлессе, Асия жеңілдеп қалдым ғой деген сияқты ақпаратты айтуы мүмкін. Мен білмеймін, енді сізден сұрап жатырмын, я? Просто болмысыңызды сипаттап беріп жатырмын. Мен гаданиямен айналыспаймын, шатастырып алмаңыздар. Бұл просто психоанализ. Мен ертең не болатын, арғы не болатын мен білмеймін. Мен тек қана психоанализ бойынша бойдағы қабілетті и өмірлік миссияны ғана примерно айта аламын. Ары қарай мен білмеймін, қыздар. Ол нәрсемен мен айналыспаймын. Мен уже білмеймін да ол нәрсеге. Тез тіл табысамын, ортаға тез бейімделемін. Точно дейді, я. Сондай адамсыз. Мен Асия ханымды танымаймын. Сразу айта салайын, бұл менің адамым емес, танымаймын ол кісіні. Просто жазды ол кісі. Сіздің болмысыңыз тек қана адамдармен қарым-қатынас жасау арқылы, коннект болу арқылы ғана реализовать етіледі. Сондықтан максимально өзіңізді дамыту керексіз. Так, қазір миссияны қарап жүрейік. Қоғамға қызмет ету миссиясын алғансыз. Өте үлкен миссия, жауапкершілігі өте үлкен миссия бұл. Қоғамға қызмет ету керексіз, сол кезде ғана ақша табасыз сіз. Так, сіз шаршайсыз, барлық ситуация неге, не себепті, неге олай болды, не үшін деген сияқты сезім, соны ойлау арқылы шаршай бересіз. Сондықтан сізге көп жүру керек. Бізге міндетті, екеуміз, мен де сізбен бірдеймін, сіз секілді адаммын. Сондықтан бізге қоғамға қызмет ететін адамдарға таңда 10 мың шақ жүріп тастау, даже 20 мың жүру керек. Біз 20 мың жүріп тастау керексің. Неғып шаршап, ішің пісіп кетпейді 20 мың шақта. Похуй, жасау керексің соны. Желкеңнен шығарып тұрып өзіңді, иди нахуй, жүріп кел бар деп шығару керексің. Шаршап, мен оны айтам, өзімді андай ерініп жататын кез болады. Давай деген сияқты өзімді шагамыш деген сияқты. Солай қуып шығарып жүрем. Кейде еркелетем деген сияқты, я. Нумерология емес, қыздар бұл. Асия ханым, қоғам дегенді толық түсіндіріңізші дейді. Қоғам міне адамдар. Мен сіздерге қызмет етіп отырмын, сол секілді ғой. Через принятие решений и стратегия адамдарға жаңағыдай шешім қабылдауға және стратегия құрып беріп, жаңағыдай қызмет етесіз. Тура екеуміздің неміз ұқсас. Сомневаться етуге болмайды сізге. Сомневаться етесіз 3-ақ күн. Ары қарай сомневаться етіп жүруге болмайды. Сосын шешім қабылдай алмай жүрсеңіз, тоже самый кері кетесіз. Сезімтал адамсыз ғой, қатты сезесіз. Бізде чуйка қатты дамыған, сезіп қоясыз адамның энергиясын, ұзақтан сезіп қоясыз. Бір сөзден ақ сезіп қоясыз ол адамның энергиясының қандай екенін. Сол үшін ғой айтып атқан отталкивать етіп отыргесіз. Миыңызға түсіндіріп беру керексіз. Негатив деген дүниені түсіндіріп беру керек боласыз миға, я. И самый нежный адамдарымыз, чувствовать етеміз адамдарды қатты. Біз адамдардың махаббатына мұқтажбыз, және чуйка бар бізде, қатты сезіп қоямыз адамдарды. Сөзінен ақ, жай ғана көз қарасы, жай ғана бір тық кеткен бір какой-то бір маленький бір нәрсені сездің ба, болды бітті. Ол адамнан отталкивать етеді сенің ойың, уже сезіп тұрасың. Ол кейде сен ойлауың мүмкінсің, неге мен ол адамды ойладым, неге менде сондай сезімдер болып жатыр деген сияқты ойлауың мүмкінсің. Ол тектен тек емес, сен значит бір нәрсені сезіп қойдың. Бұл чуйка қатты дамыған бізде. Бізде реалистичный көзқарас, реально қараймыз. Бір андай қиялы емес та, реалистичный бізде ум.
біз жүрген жердің бәрі глубина ғой, дамиды, реализоваться етіледі негізінде, иә. Бізде негізі жақсы исполнитель бола аламыз, секретар болып жұмыс жасай аламыз, иә. Все идеально жасағымыз келіп тұрады, бәрін идеально жасағымыз келеді. Сосын біздің алдымызда стратегия болмаса, жаңағыдай стратегия болмаса, біз іске кіріспейміз, четко болып тұру керек. Сол үшін ғой мен жазып алам, барлығын алдын ала жазып алам, сосын орындаймын. Біз еще ең күшті әйеліміз ғой. Потому что түсінеміз, түсінік мол. Даже Құдай сақтасын да, бірақ бізде андай нәрсе бар да. Если вдруг күйеуің измена жасаса, сен даже оны да қабылдайтын адамсың, иә. Сондай адамдарымыз. Бірақ оны қабылдап етіп отыра бермейсің ғой. Енді өзін дамытып тастаған әйелдің өмірінде ондай измена да болмайды деп ойлаймын. Бірақ даже сондай өте понимающий адамдарымыз да. Жоқ деп айтып үйрену керек бізге. Мен сол нәрсені дамыттым ғой. Кейіннен уже қаншама техника, білім алдым, проработка жасадым. Мен айта алмаймын. Қаншама жасағанды, ой, бела дейсіздер ғой. Қазір мен бәрін айтып беретін болсам, тізіп алған білімдерімді айтып беретін болсам, $35,000 алған білімдерім бар. Осы $1,750,000 білімін қосатын болсам, осы айда $40,000 бірақ шығады уже алған білімдерім уже. Сонымен сіздер күлесіздер, бәрін тізіп жазам бір күні. Мына кезде мынандай білім мынанша теңгеге, соншама $40,000 шығатындай қандай білімдер ол? Мен өйстіп сайрап отыратындай қандай білімдер алыппын, иә? Бәрін жазатын болсам, уже сальто тастайсыздар ғой. Бізге көп сұрақ қоя беру керек, андай зачем, почему, неге, не үшін, анау, мынау деген сияқты сөздер көп керек емес. Бізге четко стратегияны құрып алу керек, алға қарай басу керек. Ешкім айта алмаймын, қыздар, мені сұрамаңыздар. Әр эфирде бір адамға айтамын болды. Бізге жалғыз өзіміз жасау керек, бизнесті жасайтын болсақ та, иә. Күйеумен де жасауға болмайды негізінде. Болса да бөліп алу керек. Плюста болсақ, біз өте жақсы исполнительміз, дипломатпыз. Минуста болсақ, сомнение бар бізде, депрессия бар, өтірік сөйлеу болады деген сияқты. Миссия, служение қоғамға қызмет ету керексіз. Бірақ өте эмоциональный адамсыз, эмоцияңызды қатты, эмоциямен жұмыс жасай алу керек, значит, сізге. Эмоция сізде либо чувство вины болады, либо агрессивный эмоция шығарады. Сол үшін сол эмоцияның ортасында өзіңізде опора деген нәрсені қалыптастыру керек. Сонда ғана ішкі опорасы болған кезде ғана қоғамға қызмет ету миссиясы жұмыс жасай бастайды. Жаңа айтып отырсыз, қоғам деген не деген сияқты, қоғамға қызмет ету деген сияқты бұл миссияны сіз өзіңізге алу үшін, өзіңізде сол нәрсені дамыта алу үшін опора деген нәрсені дамыту керек. Опора деген нәрсе ол келеді, этаппен келеді, біліммен келеді, агрессиямен де дейді, ашуланасыз, деген сияқты бірден негативный эмоция шығуы мүмкін. Біреу бір нәрсесі не деген сияқты, бала шаға ашулап кетсе шақ етіп бір-ақ ұра саласыз деген сияқты, иә. Сондықтан сіз сияқты үлкен ақша білім алып өзімді дамытқым келеді, ақша келетін қырымнан дейді. Зере ханым, мен коучингке келіңіз, мен міндетті түрде осы миссия деген нәрсені, осы миссияменен қызмет ету үшін қандай этаптарды жасау керек, қандай нақты нәрсені жасау керек, бәрін айтып беремін сіздерге. Бәрін нақты сызып көрсетемін, потому что бұның бәрі жұмыс қой жандарым, каждый мен жұмыс жасауым керек. Қазір ғой бұл эфирде жалпылама қысқа ғана айталам, ал ары қарай айту ол толыққанды жауапкершілік. Уақыт кетеді, сізбен жұмыс жасау керек. 2 сағаттан, даже 2 сағаттан көп уақытымыз кетеді. Коучингте 1 ай бойы мен жұмыс жасаймын ол жерде. Сіз андай жаңа коучинг қашан 15 күні продажа ашылады қыздар, 20 ғана орын, уже бір адам кеше Күнзира есімді ханым предоплата жасап, 100,000 теңге предоплата жасап бір орын алып қойды. Сондықтан мен 19 ғана орынға продажа ашамын. Кім үлгереді, сол үлгереді жандарым, иә. Сосын орын аш, анау мынау деген әңгіме айтылмау керек. Келесі поток баға өсіруі мүмкін, себебі расымен де одан көп бағаға стоит екен. Уже шәкірттерім де айтады, неге көтермейсіз бағаны деген нәрсені. Олар уже бәрі айтады да, уже бәрі айтады. Айтқан кезде уже как бы уже стоит ол бағаға. Мен өзім стоит екен айта алам 100%. Ол бағасы 500,000 теңге қыздар. Кейінгі потоктар 700,000 болуы мүмкін, Алланың қалауымен, иә. Мен уже қаншама білімдер алып жатырмын, көтеріп тастау мүмкін, ол спокойно. Кім төлейді, сол алады білімді.
алған адам өзгереді. Өзгеріп жатқан 100-ден астам қыз-келіншектер уже өзгеріп жатыр. Ертең осы 15-інде алла бұйыртса бәрін кезек-кезек таныстырамын. Қандай өзгеріс болды, не өзгеріс, коучингтен кейін қалай изменение болып жатыр, саяхатқа кетіп жатыр, қаншама қыз-келіншектер үй салып жатыр, үй алып жатыр, машина алып жатыр деген сияқты жан-жақта енді өзгерістер керемет. Мен соның бәрін сіздерге жеткізіп көрсететін боламын. Мен просто нәтижемді вау деп көрсетпейді екем да. Нейрографика кіреді. Нейрографика еще тереңдетілген форматы кіреді. Сондықтан міндетті түрде коучингке келіңіздер. Біз жаңағы Асия ханымды айтып жатыр едім ғой. Минуста болсаңыз эмоциональный выгораниямен көп жүресіз. Болмайды. Ал плюсте болсаңыз қоғамға қызмет етесіз. Қоғамға қызмет ету ол равно деньги. Сен қаншалықты от души қызмет етесің, соншалықты сен от души қоғамнан саған қызмет еткеніңе взаимо не келеді, обратно келеді. Бірақ сіздің ең минусыңыз қоғам бір адамға жақсылық жасайсыз ба, сіз отдачасын күтіп отырасыз. Күтпеңіз. Сізге андай алладан келетін бір есік ашық қой негізінде. Как только бересіз қоғамға, солай келе береді. Мен оның сізге полностью пошагово коучингте енді түсіндіріп беремін, я. Қазір мен 1 минут кондерді өшіріп келе салайын, салқын болып жатыр. Так, Ақнұр ханымды білемін, инстаграмнан әріптеспіз дейді. Қандай күшті. Ақнұр ханымда колоссальный өзгерістер болды. Коучинг онлайн қыздар, офлайн емес. Офлайн болса ол 2 миллионнан бірақ жоғары болады, потому что ол жер офлайнда созылып кетеді, я. Потому что нақты техникалар ол жерде, жұмыс жасайтын ақпараттар. Мен офлайнға ол жерге слишком энергозатратный офлайн. Мен онлайн өткіземін. Онлайнның өзінде колоссальный өзгеріс. Мен бүкіл махаббатымды, бүкіл мейірімді төгіп тұрып жасаймын ғой ол жерде. Содан кейін ғой өзгерістер болады, бір-біріне көреді, бір-біріне советовать етеді, содан кейін келіп жатады. Жаңағы кісіге айтып жатыр едім, Асия ханым, сізге творчествоны дамыту керек, биге бару керек, мүмкін домбыра, мүмкін не нәрсе, сурет салу, я, бәрін жасау керек. Рассрочка болады, но үстіне проценті қосылады, потому что Каспий менен ұстап қалады оны. Маған ол 400 мың, 300 чем-то болып түседі. Маған ол невыгодно, қыздар. Потому что налогын төлеймін деген сияқты сондай проценттерін үстіне қосамын. Бірақ ол қатты қымбат болмайды. Но стоит того. Оқыңыздар, өзгереді. Сол төлеген ақшаларыңыз 10 еселеп, 100 еселеп ақтайды. Неше күн болады? Ровно 1 ай болады, қыздар. Сізге жаңағы Асия ханымға творчествоны дамыту керек, міндетті түрде творчествомен айналысу керек. Сосын өзіңіздің осы миссияңыз үшін күресе білу керек, логикаңызды іске қосу керек. Неге Нұрсұлу ханым маған эфирде сол нәрселерді айтты деген нәрсені ойлану керексіз, анализ жасау керексіз, я. То есть логиканы іске қосып отыру керексіз, былай ма деген сияқты, я. Сізге коучингке міндетті түрде келу керек болады, Асия ханым. Сосын біліміңізбен бөлісіп бастау керексіз. Бөліспейсіз ба, уже есте сақтау қабілетін нашарлайды, асқазан ішек жолында проблемалар пайда болады. Мынау омыртқа, біздегі омыртқа, я, бізді тік ұстап тұратын болмысымыз, омыртқада проблемалар пайда болады. Жаңағы жауырын жабысу, грыжа пайда болу, кете береді ол жерде. Мынау шейный позвоночник деген сияқты, я. Сосын насчет этого тоже самый остеопаттармен жұмыс жасап отыру керек, потому что бізде көп ойлану бар, кәдімгідей жыбырлап, тыбырлап, әйтеуір тұрмаймыз бір орында. Сол нәрсе барып болғаннан кейін, шейный позвоночник босанғанның өзінде да жылжып кету мүмкін, содан басы ауыруы мүмкін. Оны остеопатпен емдеп аласыз. Жалпы біліміңізбен бөлісіп бастау керек боласыз. Қандай білім деп айтуыңыз мүмкін. Оны екеуміз уже жұмыс жасаған кезде, осын бәрін, не алып жүрмін, бөліспей деген сияқты ой келеді сізге. Точно ол 100% айтамын мен. Ой, бела дейсіздер ғой. Мен сөйтіп айтамын, ой, бела деп айтамын ғой. Сосын кішкене қаттырақ боқтап сөйлейтінім бар, бірақ ол сенің жеке границаңда емес, в целом кішкене бір саған ол өтеді, саған наоборот мотивация болады деп ойлаймын, потому что осы уақытқа дейін бір адам 6 поток өткізіп, бір адам негатив айтпаған, наоборот сол сөздерімді айтыңызшы деп күтіп отырады. Сізге упорный труд, еңбек ету керек, от души. Көтеріп тұрып жұмыс жасау керек. Бізге болмайды анау көтен қасып қойып, телефон шықып қойып, жұмыс жасау деген нәрсе өтпейді. Жұмыс жасау керек, білім алу керек бізге от души.
Точно айтып жатсыз дейді. Сосын 20 мың қадам жүру керек, либо йогамен айналысу керек. Сананың тыныштығы бізге өте маңызды, себебі біздің миымыз 24-те 7 жұмыс жасай береді, ол тоқтамайды. Ұйықтап жатсаң да жұмыс жасамайды. Бізде андай әбден жұмыс жасатып, мысалы мен кеше селкілдеп анау катерде былай секіріп тұрып саяхаттадық қой, теңіздің бетінде ше. Анау осырыққа, анда бардық. Кеше 20 мың қадам жай жүріп тастаған ғой, содан 20 мың қадам потолок орындады ғой, сілем қатып ұйықтады ғой. Прям ешқандай миым ештеңені ойламады деп ойлаймын мен ол кезде ше. Кеше түнде аддыс ұйықтадым, тұрмай ұйықтадым ғой. Жолдасым в шоке ғой, мәссаған деп. Мен айтамын, потому что мен 20 мың қадам жүрдім жан деймін ғой, мен ұйықтайтындай болдым мен кеше деп. Потому что санам тыныш, ұйықтадым, рахаттанып ұйықтадым. Содан кейін ғой сізге айтып жатқан 20 мың қадам жүру керексіз. Мен 20 мың қадам жүрген күні ешкім еш нәрсеге шамам жоқ, ешкіммен жұмысым жоқ, өзіңмен әлексің. Одан кейін ол 20 мың шақ жүріп болып ұйықтап таңда тұрған кездегі сен энергияңды айтсайшы, бәрін жасауға жасаймын деп тұрасың ғой. Содан кейін ғой бүгін мен 100 арманымның жаңағы 31-ін елестетіп тұрып жазып тастағаным, сол бір кешегі энергия деп ойлаймын, ұйықтап алған. Не деген энергия сізде дейді, 30 ғой, дейді. Қыздар, бұның бәрі жұмыс қой. Бұның бәрі жұмыс, өзіңмен жұмыс, бұның бәрі. Қазір мен жай ғана сөйлеп отырғаныма айтуым мүмкін. Еркен, ақша жасаудың бір ермегі. Енді тек қана санасы ашық адамдар ғана бұның қаншалық жұмыс екенін түсінеді. Өзімен жұмыс жасап жүрген әйелдер, қыз-келіншектер ғана түсінеді. Ал анау бір неде отырып, не бір Инстаграмға әйтеуір единица сабалды, мегабайт қосып алды. Сол адам бүйтіп отырып, қана бүйтіп түсінбес, андай, құш, бұл қуды ғой деген нәрсені айтпаса, главный единицасы бар, тиктокқа кіреді, инстаграмға кіреді деген сияқты. Мен тиктокқа кірмеймін, бірақ менің командам тиктокқа менің контенттерімді вставлять етіп жұмыс жасайды. Мен в целом тиктокқа кірмеймін. Кірсем де ол жақтан бір күні эфирге кіретін болсам 40 негатив алады шығармын. Сондықтан ол жақтың аудиториясына мен әлі дайын емеспін. То есть андай сөздерінен мен дайын емеспін. Оған придет время, мен сол кезде кіремін. Ал қазір мен бір инстаграмымды ептеп алуым керек болып жатыр, епте алмайды болып жатырмын ғой мен. Сондықтан күшті идеялар көп, жүзеге асырғым келеді. Таиланд маған өте күшті демалыс болды, и пассивный, активный болып жатыр. Тек қана мынау қызарып кеткендерім болмады, шейді прям бәрін кремдерімді максимально жағып жатырмын, SPF-ті сеуіп жатырмын. Просто біз кешегіде қатты күнге жақын островта болдық, Баунти деп аталады. Баунти арал рекламасы түсірілген, Доминиканада түсірілген Баунти рекламасы, шоколадның, иә. И ол мына арал, кешегі біз барған Баунти, күнге 800 километр жақын. И ол жаңағыдай Баунти рекламасындағы аралға ұқсас болғаннан кейін сол не болып тұр ғой. Сол жердегі күн өтіп кетті, мен шомылған ғой, абдушы жаттым, загорать етем деп, ән саған Загардың көкесі болды. Ашып баратыр ғой. Керемет эфир, рахмет жаным, Алла разы болсын дейді. Қуаныштымын ханымдар, бәрі үшін қуанамын, осылай пайдалы болса. Басынан көріңіздер, мен бұл 11-ші күннің эфирі, қыздар, мен үздіксіз жасап жүрмін. Ертең мен экскурсияда боламын, эфирге кіре алмаймын. Кешегі шаршаған сияқты шаршайын деп тұрмын. Арғы күні мен жолда боламын, Қазақстанға ұшамыз. Ол күні біз таңда ұшып, күндіз самолетта боламыз. Почти что 8 сағаттан аса мен жолда болам. 9 сағатқа жуық мен елге үйіме жетіп барам дегенше 9 сағатта кішкене жатып барам ғой енді, бірақ Эйр Астанада кішкене условиясы бар, самолетпен ұшамыз. Но все-таки мен шаршаймын ол кезде. Сондықтан ертең және арғы күні мен кіре алмаймын. Одан кейінгі күні уже бұйыртса, ол қашан болады? Ертең арғы күн деген даталарын айтайын сіздерге. Ертең бізде 10-і, арғы күні 11-і болады. 10-і, 11-і мен кіре алмаймын. 12-сінен бастап стабильно кіретін болам. 12-сі, 13-і, 14-і күні коучинг жайлы толық ақпараттарды эфирде бөлісіп жүремін. 15-і күні эфирде мен продажа ашатын боламын. 19 ғана орын қалды, қыздар, соған үлгеріңіздер максимально. 15-і продажа ашылады, максимально үлгересіздер сол кезде. Ары қарай получается 12 күннен бастап мен таңғы сағат 9-дан бастап кіріп отырамын стабильно. 9-да кіріп отырамын Қазақстан уақытыменен, өзіміздікі жалғасатын болады. 11-не мен жолда боламын просто. Ертең біз саяхаттаймыз, экскурсия болады, күшті мекендерге, Маймылға, Пілге барам деген сияқты. Пілмен шомыламыз дейді, Пілмен көреміз. Таиландтың жоғары жағынан қарайтын островтарға барады екенбіз, саяхаттайды екенбіз. Максимально сол нәрселерді айтты бізге. Көрейік деп атырық. Бүгін демалдық, ертең активный болдық, бүгін пассивный болды, кішкене контент жасадым. Күшті болды.
біз күн жып-жылы болды, бүгін слишком ыстық болды. Жаңбыр жауады, күн шығып кетеді, жаңбыр жауады, күн шығып кетеді. Күшті барлық погодасын Алла маған көрсетіп жатыр. Шүкір етемін. Жаңбырына да, жаңағыдай күннің ыстығына да қандай күшті. Негізі сатып алып жұмыс жасау керек дейді. Дұрыс айтасыз. Сатып алған кезде мен жеке жұмыс жасаймын. Эфир сақталса басынан көріп шығамын. Барлық эфирді басынан көріп шығыңыз. Алдыңғы эфирде мен медитация жасадым. Я қыздар, ақша әкелетін, ақша потогын ашу деп айтады ғой енді, бірақ потогын ашу деген нәрсені айтады шығар, но мен ақшаға байланысты техника бердім. Действительно, ол сіздің өміріңізге ақша алып келеді, әсер етеді. Қалай сіз оны үздіксіз жасаған сайын подсознанияңызды тәрбиелеп, қалай өміріңізге ақша тауып социумға проявляция етіп кеткеніңізді білмей қаласыз. Үздіксіз жасайтын болсаңыз, тоже самый, ол жерде де аскеза деген нәрсе қайталану. Қайталану сайын, қанша рет қайталасаң, сен соншалықты жұмыс жасай бастайды ол нәрсе. То есть 7 рет қайталап істеген кезде өзгеріс басталады. 20 рет, 14 ретте, 20 ретте, ары қарай 40, сосын 70, 100 ретте, 100 ретте ол 100% өміріңде орындалады. Любой қалаған ақшаң, любой дүниең орындалып бастайды. Сол нәрсе тоже жұмыс жасайды. Және алдағы, қазір айтам, 14 күні біз қарызға байланысты техника жасайтын боламыз. 14 күні таңғы сағат 9:00-де Қазақстанның уақытымен мен уже елде болам. Ол кезде қарызға хат жазамыз. То есть қарызда жүрген ханымдар сол эфирді көрсеңіздер болады. Оның өзінде қаншама инсайттарға толы, точно тек қана техникалармен бөлісетін боламын. Алдыңғы эфирді көрсеңіздер медитация жасайсыздар. 14 күнгі эфирді 14 күні болады бізде. 14 күні 14 эфир болады екен. Сол кезде қарызға байланысты техниканы жасаймыз, я. Так, не дейді? Таңғыма 9:00 дейді, я. Таңғы 9:00 тек қана бүгінгі эфир ғана кешке болды. Потому что мен таңғы уақытта үлгермедім. Ұйқымның патологын орындаймын деп. Так. Все, ханымдар, рахмет сіздерге, назарларыңызға, менімен бірге эфирде болғандарыңызға. Эфирлер қазір рилста сақтаулы, барлығы максимально қосып көрсеңіздер болады, өткізіп, жылжытып деген сияқты тыңдасаңыздар да болады. Тірлік істеп жүріп, тыңдап отырып, жазып отырып көретін болсаңыздар да қаншама инсайттарға толы. Почти что бір блокноттарыңыз толатындай қаншама инсайттар, ақпараттар, техникалар беріп жатырмын ол жерде. Сондықтан бәрін көріңіздер, жасаңыздар. Күнделікті осылай 30 күн бойы мен жасаймын. Бүгін 11 күннің эфирін сіздерге өттім, я. Бұл менің жаңағы білімнің хақысы деп ойлаймын. Мен жолдасым уже ұйықтап қалды. Сондықтан мен де ары қарай ұйықтаймын. Бізде 12-ден 40 өтті уже сағат. Жақсы, қайырлы түн баршаларыңызға. Әдемі күн болды деп ойлаймын. Сіздерде әдемі күннің соңы болды деп ойлаймын. Әрбір күндеріңізге Алла берекесін берсін. Бүгін жаңа апта басталды. Армандарыңызды жазыңыздар. Сонау замандағы Альберт Эйнштейн менен ол Дисней айтып кеткен қиялдау, армандаудың маңыздылығын, сол заманның қиял адамдары болса да, сондай дүниені айтып кеткен ұлы тұлғалар, тарихта мәңгі аты қалған кісілер олар болды. Бұдан кейінгі біздегі қаншама потомстволар, адамдар, ұрпақтар болса да, ол кісілердің жаңағыдай өшпес аттары сақталып қалды болды. Уже тарихта олар ешқашан өшпейді. Энергия десе Эйнштейнді ойлаймыз, мультфильм десе тек сол Уолт Дисней представляет деген мен басталады американский барлық мультфильмдер, дұрыс па? Сондықтан біздің есімізде қалған балалық шағымыздың тәтті бір есімізге салатын мультфильмдердің соның компаниясы, соның атымен Уолт Дисней представляет деп шығатын Америкамен бізге ертегі әлеміменен сұхбатты бір елестетілетін сондай кісілердің аты, сол кісілер айтып кеткен. Сонау ғасырларда, арманда, қиял шексіз, ал білім шектеулі, білімді сен үздіксіз алу керек боласың, ал қиял деген шексіз. Ерік бер қиялыңа, жібер қиялыңды. Сайрат дейді оған, ал қиялыңды жібертсейші, ұшырсайшы еркіндікке. Қай жаққа қарай ұша алады, сол жаққа қарай ұшыру керексің. Сондықтан Таиланд деген миды былай еркін бол деген нәрсеге, масштабқа секір деген нәрсеге маған инсайттар беріп, санамды ашып тастады. Сондықтан да бүгін тоқтамай армандарым жаздым. Қазір эфирдің энергиясыменен тағы бірнеше арманымды жазып тастағым кеп тұр. Сонымен бүгінгі күн аяқталады. Барлықтарыңызға қайырлы түн тіледім. Сау сәлеметте болыңыздар.